тез Инстаграм басында көрсетіп жүрмін, одан дисклеймер кетті и біз шығамыз ғой. Сондай хуйня бар. Сақын дауыс шығады. Қазір, короче, біз мына жерде сақын дауыс кетіп тұр да. И бүйтіп резко бітіп қалады. И мен тұрамын да саған. Ассалаумағалейкум. Давай. Белгілі стендапер Тілеген Еркінбеков YouTube'ты бағындырмақ. Жаңа подкаст шоуын ашқан Тілеген Еркінбековтің айтуынша бұл YouTube саласындағы жарып шығатын жоба болмақ. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Мен ассалаумағалейкум бірінші рет айттым ғой. Ол кезде уже дисклеймер бітіп қалды да. И мен саған тұрып амандасып жібердім ғой уже. Амандаса, жақсы адам күніне мың рет амандасады. Қалайсың, Аманжан? Нормально, өздерің қалайсың? Шақырғандарыңызға рахмет. Арғы бөлмеден ба? Ана бөлмеден келдім. Біз қазір неше? Түнгі сағат 2:30 болды. Иә, түнгі сағат 2:30 болды. Екеуміз Жабырынық Саба дегендей Саба болып отырмыз, иә, получается. Қалай сезініп отырсың түнгі 2:30 өзіңді? Нормально. Сен бүгін выступать еттің ба? Жоқ, бүгін демалдым. Үйде жаттым, деградация жасадым. Телефон шықып, футбол қарады. Прокрастинация, деградация. Деградация. Короче, немене? Короче, мен андай сен қонаққа келерін алдында, типа, короче, басында ойладым, типа, қандай сұрақтар қоюға болады Аманжанға деп. Потому что мен де, например, басында өте көп сұрақ. Мен сені өтірік айтпасам 2012-ден бастап танимын где-то. Сен мені 19-дан бастап танисың, мен сені 12-ден бастап танимын. Өте прикольный факт, иә. КВН-ға қалай келдің деген сұрақ қойғым келді саған бірінші. КВН-ға қалай келдің? Иә. Вообще мектеп кезінде ойнадық қой. Мектеп кезде и то класс аралықта ойнадық. Класс аралықтан бізде 5 класс болды, короче. А, Э, Б, В. Или 4 ма? Ну, неважно, 4-5 класс. Сол 4-5 сыныптың арасында КВН ойнап. Еще өзіміз білмейміз ол кезде. Жазу қалай анау. Внутриковый, қазір білесің ғой енді. Сондай жазыппыз, оказывается. Мектеп енді ашылды. Гүл осындай тұрады. Бізге постоянно айтатын, антимендер нахуй, соның бәрін айттық. Жыртсат, внутряктың күшін сол кезде. Сендер сонда, получается, андай телевизордан көріп жүрген ойнаған жоқсыңдар ма ондайда? Жоқ, телевизордан көріп жүрген ол былай болды. Мен негізі КВН-ді қарағанда бұрындар енді Масляковтың енді орысша КВН ең топ кездер дейін, мен үшін. Сол кезде уже топ шуткаларды примерно мен алып алдым, короче. А қалған класстағылар ол кезде, короче, тамаша сондайды алып келді да, явно уже ұтылатын, понятно болды. Бірақ, что странно, біздер ана шуткалармен бөлек, плюс еще өзіміздікінде жаздық, жаңағы внутрякпен басында, тоже нормально көрді, и прикольно болды. Содан кейін келесі күні бізге директордың бөлмесіне шақырады, ұрысты, короче. Нағып сендер, үйтесіңдер, типа, позорить етіп тастадыңдар, басымызға тышып, деген сияқты примерно сондай текстпен. Сөйтіп, победамызды алып қойды. Ешкім білмейді, бірақ победа алып қойғандарында. Победаны сендердің алып алғанын ешкім білмейді оны? Жоқ, біледі, прям шу болды мектепте. Біздің класс жетекші, кәдімгідей жылауға дейін апардық, не шыны керек. Не үшін ол неге жылады? Білмеймін енді, ну, типа, оған енді сөгіс жариялады ғой, сен балаларың анау әнмен бүйтіп жатырмын, бізді бүкіл мектептің көзінше там прикол қатып, анау қарамайсың ба, примерно сонда айтты. А біздің класс жетекші кішкене тоже андай болады, жүрекке қатты қабылдайтын адам, вот сондай ғой, кішкене. И бізде кішкене өзіміз виноваты сезініп қалдық та, бірақ юмор ғой дедік енді, в принципе, өйтіп қатты кетпеген сияқты едік. И содан басталып кетті, по идее. Сосын ұмыттым, вообще өйтіп КВН ойнаймын деп ойламадым. Университетке түсем, Қазақ ұлттық университетіне. Өйткені мен өзімнің анам сол кезде, мен 9 класс оқығанда ауырып, енді өмір ғой енді, өмірден өтіп кетеді. И менде уже клинит етіп, басымда ой қалып қояды, мен Казгуда түсу керекпін, қалайда. Өйткені мен анам Казгуда оқыды кезінде, филология факультетінде. Қалайда түсу керекпін дедім, по-любому. Не істесем де, не істей аламын, мен химияны примерно шарить етем, нормально, химиядан. Химиядан білесің бе? Иә, мен химиядан мен саған айтайын, бұл факт шығар, тағы да. Мен областной олимпиадаға деңгейіне дейін жеттім, даже прикинь. Сен андай бекерден бекер андай БДБ деп қоймады ғой андай, получается, КВН-ді. Шүкір. И сөйтіп Казгуға түсем, химфакқа түсу оңай, бірақ ағай оқу қиын енді, стандартный ғой, любой жалпы физикадан да түссен де. Түсу оңай, бірақ оқу қиын. Түстім, и
ең бірінші курс ол кезде бізде казгуда ұлттық құрама деген болды, жалпы название, онсыз да старший поколение болды бізде. Такая лайф дейтін, білмеймін, естуің бар ма? Білем, қатты білем ағандай. Такая лайф. Шуткалар өте жақсы. Өте жақсы көремін мен оған. Иә. Ана шуткасы есіме түсіп кетті. Меломан дейтін дүкен бар, кезінде ашылған. Ішінде жаңағыдай кітап сатады, білесің ғой, примерно. Дисктер сатады, анау мынау. Сөйтіп Меломанда болған оқиға дейді да, олардың шуткасы. Бір нәрсе тазартып жатады, саламатсыз, сізде сейфуллин жолбарыс бар ма дейді, бүйтіп қарайды да. Жоқ, бізде ондай жұмыс жасамайды дейді. Такая лайф деп. Осындай шуткалар. Мен олардан бар ғой, андай шуткалардан бұрын сол бүйтіп панчты айтып қалады да, бүйтіп шутканың соңғы жағын айтып, бүйтіп такая лайф деген. Бүйтіп сен жымитады натуре по-любому, любой гон шутка. Одан кейін ол өлең қатты хит болып, короче, сондай болып кетті ғой. И вот бірінші курсқа мен түскенде олар, короче, уже үшінші курс оқып жатыр, төртінші курс уже взрослыйлар болды да. И бір посвящениеда ойнайын деп жатыр. Казгудың посвящениеда, стандартный, любой университеттің өзінің бір топовый командасы бар ғой университеттің, посвящениеда ойнау керек деген сияқты. Сөйтіп солар ойнағанда менің Айтас деген досым, класстасым, жан достарымның бірі Америкада қазір жүрген. Сол кезде ауылда уже цель болды. Ол да Казгуға түсті. КВН дейтін цель прям болды изначально. Сборныйға кіремін. Менде ондай болмады. Вообще даже не думал вообще. И сөйтіп ол айтады, осындай оны тартады жаңағыдай ұлттық құрама, жоғарғы состав өздері, и жаңағы перваштардың қасына вообще толповой бір би сияқты анау уже жаймен қасына. И маған айтады, брат, осылай КВН ойнайын деп жатыр, сен көмегің керек, сабақтан кейін боссың ба не, звукқа отырып беру керек дейді, тапер. Я говорю, ренжімеш, просто бар ғой, андай негізі в целом любой бір разъебщикті байқайсың ғой, осылай аяқ асты келе салады, байқайсың ба, диджей болып кете салады, андай бірдеңе болып келеді да, но аяғында андай топовый болып кетеді. Ну, білмеймін енді, мен соның қатарынан көрсен енді ондай, білмеймін өз басым. Везение, жалпы вообще КВН-да, Райдарманда бір фарт керек деп ойлаймын мен өзім, бір по-любому керек, фартсыз болмайды. Сөйтіп звук болып келем, Думандармен танысам жаңағыдай, олар енді ол кезде Евразиядан эфирі бар олардың. Думан деген? Думан деген тоже жаңағы неде ойнаған, ұлттық құраманың жоғары составында Думан. Большая разница. Еще ол маған ұқсайды, маған ұқсататын, сен Думан братчиксің ба дейтін еді постоянно. Тоже ашып, осындай тоже арықша келген. Звукқа отыра аласың ба дейді, я говорю, фигня ғой деймін ғой. Тұр берме ғой, фигня ғой. Что там? Қосып сөндіру шығар. Мен ойлап отырмын, бір ноутбук деп. Ол кезде андай ғой, бит. Ол кезде үлкен Казгудың, жаңағыдай дворец студентовтегі үлкен аппарат қой. Полный зал, студенттер, бақытпен полный үлкен концерт. Мен ана жерде отырамын да өртенемін ғой, короче. Олар уже шығайын деп жатыр. Қос деймін ғой, қалай қосады? Шығып қойды уже, тып-тыныш былай тұр. Маған қарап тұр да уже алыстан мен сезіп тұрмын ана нені. То что, артыңнан бір 300 адам қарап тұр саған. Иә. И ортасынан қосам, мен басында билит музыкалары бар. А ол деген андай әр музыкалардан жиналған, мен ортасынан қосып жүрмін, олар бүйтіп қарайды. И іліп алады ортасынан, короче. Еще басында отбивкада оларда андай дауыс бар, дикторский алфавитна, Қазақ ұлттық университеті ұлттық құрама. Тун-тун-тун-тун-тун-тун деп жиналу керек. В идеале солай негізі. Мен ортасынан қосып жүремін, анан қорқып жаңағыдай тупить етіп. Содан кейін шуткаларға кірсет, шуткада да мен соны отбивка сияқты ұстаймын ғой, короче. Алфавитнаға Қазақ ұлттық. Шутка бітеді, ойлаш, алфавитнаға. Мен ойладым, болды деп ойладым, болды, көмтсайт қазір мен точно и по факту деймін ғой енді. Аха. Сыртқа шықты, жаңа сөйлесіп тұрып, маған қаратты, күлді, ебай, жаңа айтылатыр едім ғой деп. Включить, мен айтам, братан, мен бір ноутбук шығар деп ойледім, қайдан білмеймін, қаяқтан білмеймін ондайды. Болды, брат, сен ендігі әрі вообще звукқа отырмай ақ қойшы, вообще өмірінде жоламашы дейді. КВН ойнашы дейді. Деп, сосын что-то басталып кетті, межфакультет, и сөйтіп, межфакультетте ойнаймыз, что-то новый сборный құрылады, что-то нормально, жақсы құрылады, балалар, қызық балалар жиналдық, кәдімгі составта бізде өте қызық болды, разносторонний балалар болды. Ол кезде Бека, Бекзат Дүйсенов, Абылайхан Қасымов, Абыл, и Нүке, Нұрперзент, Сығаев Нұрперзент. Айтса, обязательно бірге ол айтылу керек, ол болмайды ол отдельно. Қарап жатсаңдар, салам алейкум, пацаны. Солар үшеуі уже екінші курс оқиды ол моментте. И олар дайын команда болып жүрді, достар дейтін. Жыртып жүрді кәдімгідей. И Медет Аманбаевқа было
логичнее дайын командаға лучше қосқан ойыншыларды, и уже сыгранный, аналар как-то білет уже, бек ойнап жүр, и бір фронт сияқты болады да, водить етеді, примерно, біздерде вообще опыт жоқ қой кезде, білмейсің үлкен сахна. И сөйтіп кіреміз, 2011 жыл примерка болады, есіне осы Алматыда ұйымдастырады, эфир жоқ, короче. Ол примеркада біздерді алады, короче, өтіп кетеміз, маусым-ашар, нормально, и Алматыда ойнап келатырық. И что-то ойыннан ойынға что-то өтіп жатырық дальше. 1:8, давай, 1:4 тоже нормально. 1:4, полуфинал, нормально. Финал, да ну нафиг уже. Болады екен ғой деп қалды, андай жақындаған сайын андай жеңістің иісі уже сезіле бастайды. До этого вообще ойламадық. Сөйтіп финалда ол кезде экспресс бар. Тоже примеркада ойнап жүр. Ол кезде, общий танитындардан. Возможно, просто сен қарайтын подкастында. Жоқ, мен подкастта стендаптың адамдар көреді. Жайдарман, шарит ететін адамдар. Примерно. Экспресс болды ол финалда. Корпус П болды. Біз болдық. Қошандар болды, серілер. И тағы да қазір чуть-чуть ұмытып қалыватырмын. Жаснар вроде болды ма, болмады ма, есімде жоқ. Но не суть, сөйтіп примерканың финалында 3-ші орын аламыз, короче. Хотя бірақ білмеймін, спорный болды, но енді ол Әділқазының шешімімен не істейміз енді. Содан кейін бізге ренжімесін деп, келесі жылы келіңдер жігіттер, ақша бөліп, осылай маусым-ашарға жақсы өнер көрсетсеңдер, жоғары лига аламыз деді, короче. Давайте, это қызық болды, Астанаға бірінші рет бардық 2012-де. И өтіп кетеміз жоғары лига. И опять-таки фарт. 2011 жылы эфир болмады ғой. А біздер уже обкатанный материал бар, короче, көрмеген. 2012-де бізде көрмеген ходтар, короче, шуткалар тығамыз, короче, Астанаға. Уже дайын, проверен. Ол нормально, крет. Біз тоже 2012-ның қазір андай афишасын қарайсың ғой. Натуре қасқырлар көп кәдімгідей андай. Қазір ойлап қарасам, біз ол кезде осознавать етпейсің, қазір ойлап қарасам, 1:8-дің составында клеен осы. И біздерде тоже андай бір мақсат болды, просто көрейікші, просто отыграйық игерейік. Өтіп жатырық 1:8-ден, еще байқатпай өтіп жаттық біз андай. Фаворитте емес, и ең соңғы орынға кандидат. 3-ші орынмен өтіп кетесің, короче. Бізді танымайды әлі ешкім. И полуфиналда үй тапсырмасы деген басталады. Сол кезде біздің бәріміздің кино қарайтын неміз көмектесіп қалды, короче, мен жан-жақтылығымыз. И сөйтіп остров жайлы жазамыз. Белгісіз бір аралға осындай медийный адамдар түсіп қалып, проект түсіріп жатыр деген сияқты, осындай формулада жазып жүргендермен. И біздер ол 2012-ның жартылай финалында үй тапсырмасына дейін біздер 5-ші орында кеттік, 6 команданың ішінде. Үй тапсырмасы 7 пай максимально. Үй тапсырмасынан кейін сразу 2-ші орынға секіреміз. 2 команда өтеді. 1 мен 2. Назар аударып, біз вроде өтіп кетеміз. Тек қана 6 командадан 2 команда өтеді. Сөйтіп, үй тапсырмасымен, содан кейін уже жаймен бәрі бүйтіп. Мыналар кімдер? Мыналар осы. Значит, құр жүрген жоқ, короче, в принципе. И уже финалға өтеміз. И солай, короче, фартпен опять. Ну и фарттан да бөлек, енді тоже жаздық, базар жоқ. Жазып жүрдік постоянно. Сөйтіп, 2012-де тоже опять финалда жүріп көрейік енді. И что-то нормально келе жатырық уже. Нормально. 2-ші орыннан аяқтадық сөйтіп. Сезонды вообще ойламадық. 2013-те келеміз. И солай кетеді, короче, қайда. Сендер ойнап жүрдіңдер ғой. И потом тұрды да, ана шутка қалай шықты? БДБ деген. Мысалы, сен өмірің до и после болып явно бөлінеді ғой. Потому что сен, мысалы, қара КВН-де жүрдің, и потом БДБ деген басталғаннан кейін барып, саған көп внимание кете бастады, да, андай? Возможно, ол бір фактор болды танылуға, бір какой-то бір не. Дорог сияқты, типа, бір лицо на лицо оған шутить деген сияқты. И бас, еще андай тема бар, мен естіп қалдым алдында, то, что Азамат Мусағалиев па, біреу айтады. Вы знаете, то, что Дорог, он не обижается дейді на шутки, он, наоборот, даже жестко өзіне жазады кейде. Менде де сондай болатын кейде өзіме, короче, мынандай шутка бар деймін, короче, өзіме жазып тастаймын. Осыны айтсаңдар нормально деймін, короче, прикольно. И сөйтіп тексеріп нормально. Өмір өзгергенде кәдімгі қатты өзгерді деп айта алмаймын, бірақ андай өзгеріс сенің түсінігінше қалай ол өзгереді деген. Сені көшеде андай БДБ деп таниды, мысалға. Сондай болды ма? Ондай болды, бірақ ол 2012-ден бастап емес, ол скорее уже 2014-13-те уже. 13-те маусым-ашарға бардым. Сол кезде финалда 0-2-ге 12-де чемпион болды экспресс. 12-де чемпион болды. 0-2-ге қалып қойдыңдар. Біздер 0-2-ге қалып қойдық. Мен потому что қатты есімде, андай залдан сұрақ деген кезде, короче,
бір пацан шығады тұрады да андай микрофонға, андай капитан командалар сахнаға жинап қойған, сондай бір момент болды. Ұлттық құрамаға сұрақ, финалда жеңіске жетуге не жетпей қалды дейді ғой. Бекзат тұрады да, бал жетпей қалды, и қатты айырады. Сол мен помню, короче. Сөйтіп қатты өзгеріс болғанда сол стандартный ол кезде ондай понятие, видишь, просто ол қазір дамып кеткен ғой, телефондарда уже түсіретін бар анау мынау. Ол кезде ол 2001-де ондай түсіретін телефон жоқ. Возможно, просто келіп бүйтіп типа респект выражать командаларын көрем, хорош. Ну, у кого болды уже ол кезде мажорларда, может, нормальный телефон түсіп жіберейік. Но примерно сол 13-14 жылдардан бастап шығар, скорее всего, сондай тема басталған. Сен андай КВМ біткеннен кейін не істеймін ары қарай деген стресс болған жоқ па? КВМ біткеннен кейін мен ойладым по профессии мамандық бойынша жұмыс жасаймын деп. Мамандық бойынша 3 ай жасадым, бірақ оны мамандық бойынша емес, мен елестеткенім, мен лабораторияда кәдімгі жүрем ақ халатпен, осылай пробиркаларды тексеріп, осылай. Бірақ мен бір дәрі шығаратын компанияға кірем, атын айтпай қойма, айтайын ба? Бәрібір, по идее. Одан оның акциялары бір түсіп кетпейтін шығар, айтып қалып, ол кәдімгі бізді сотқа беріп. Ну, Нобель компания дейтін дәрі шығаратын, турецкий. Сол жерде кірем жұмысқа, 3 ай оператор болып жасаймын. Оператор, это мен мамандығым емес, негізі мен химик лаборантпын ғой. А операторлар, олар больше как мешок тасиды, короче, андай дәрілердің үлкен 50-60 килограмм цистернаға құясын, араластырасын, анау. И мен сәл ойланып қалдым ондай. Қазір оқып осындай 4 жыл грантқа что-то мешок тасуға 80 000 теңге үшін что-то желание жоқ. В принципе, ол 80 000 теңгені былай да таба аламын ғой деймін, мешок тасымайықта негізі шарит етсең. И сөйтіп опять-таки фартқа келіп жатыр. Фарт өмірде жаңағыдай бір не болу керек. Тауыспада демалып жатырық балалармен, как раз универ бітіп, КВН бітті шамамен. Ну, Тауыспада демалып жатқанда, Тауыспаны білетіндеріңіз болса, лайк басып жіберіңіздер. Тауыспада не бар ғой? Ана моншалардың түрлері бар ғой, білесің ғой? Финский бар, японский бар. Тауыспа, в общем, бассейндері и әртүрлі моншалар бар. Русский баня, финский баня, японский, сөйтіп бөлінген, короче, хамам, әртүрлі. И японскийінде кәдімгі андай қатты кәдімгі не болады андай. Пар до того көрмейсің адамдарды, сәл алыстап кетсең. Кәдімгі пар іші полный. И сөйтіп хамам. Хамам, бірақ анау кәдімгі қатты, как будто 3-4 кальян, қатты кальян шегіп жатыр ішіне, параллельно. Қатты хамам. Өте топ хамам. Өте қатты топ хамам. И мен кіріп баратырмын, и мына жерден шығып баратырмын, мен байқамайтын адамдар шығып кіріп жатыр да, и біреу мен қолымнан бүйтіп ұстайды да, братишка, жүрші сыртқа дейді, короче. Кім мынау деймін, ана? Пардон, ол кім, интересный ма? Сыртқа шығамын, сөйтіп, мәкең, ары оралғазин, братан. Қалайсың, анау, что там? КВН бітірдің, что не істеп жатсың қазір, анау, осылай дейді, короче. Да, осылай, братан, примерно по профессии істеп жүрмін. Да, ну. А что, андай, былай не хочешь попробовать параллельно там? Сценарий жазып, бір көріп, біздің баспараш, может, ұнап қалар, может, қолыңнан келер, может. Неге жоқ деп ойладым, в принципе. Мұндай мүмкіндік не просто так осылай кездесіп қалып, не просто так может дедім, андай всегда говори да деген тема бар ғой, я деп айту керек, сонда есік ашылады дейді. Сондай мотивация бар сонда. Сөйтіп, давай деп тексеріп көрдім. Сөйтіп бас продакшнға кіріп кеттім, и сөйтіп ары қарай, ну типа менде андай қатты стресс болмады, КВНнен кейін не істеймін деп. Дальше уже сценарийдің несіне жаңа бір нәрселер үйрендім, жаңа тәжірибе, съемканы көрдім, қалай жүргізіледі, қалай бәрі, осай. И жақсы бір үлкен мен бір тәжірибе алып алдым сол жақтан негізі. Өзім үшін. Мысалға сен сериалдар жаздың да еще сондай, қалай сценарий жазуға, вот қалай үйрендің сценарий жазуға? Бәрі практикамен келеді. Негізі Марат Оралғазиннің айтуы бойынша практика. Дисциплина и практика. Жаза бересің, бәрі бір деңгейін. Просто мынандай болды. Білесің ғой, қазір түнгі студияға жазатқанымда. Тоже андай практиктік те болған жоқ. Просто жазасың ба, давай, все, келісе алдым, кірдім, потом уже үйреніп аласың. Но түнгі студияда қиындық те жоқ. Потом кино жазасың ба деген ұсыныс келді. И мен андай дей салдым. Но мен білмеймін. Но қалай міне ештеңе білмеймін да просто. Но дей салдым, короче. Жоқ, видишь, ол жақта еще сен жалғыз жазбайсың ғой, бір жақсы. Қасында бір опытный біреу болса, сен примерно андай тычковать етіп, мысліңді айтып, анау структурасын мысалы бір қаңқасын тұрғызтайды. Сен сөйтіп анау тәжірибелі адамнан уже үйреніп аласың, өзіңде тәжірибең өседі деген сияқты ғой. Сөйтіп
сөйтіп жазып драфттан өтіп оралғазиндар солар қиып бүйтіп сол не үшін қиды деген сұраққа жауап беріп сен соны түсініп потом все и сөйтіп үйрене бастайсың. Драфт деген черновик. Драфт деген жаңағыдай түзетулер иә, жаңағыдай білмейтіндер болса түзетулер редактура сияқты ғой. Ол сценарий мен сіздерге айтайын, ол бірден бәрі жазылып бірден түсірілетін нәрсе емес, ол жазылады, жібереді. Ол 25 беттің саған 10 бетін просто қызылмен бүйтіп қиып тастауы мүмкін, қайтадан жаз дейді. 15 бетін қиып тастауы мүмкін, қайтадан оны тересің, 12 шрифтпен, еще өзінің шрифттері бар, оны қайтадан апарасың. Ол 25 беттен жаңағы новый 25 беттен уже 10 бет қалады, сосын 17 бет қалады деген сияқты ғой. Анандай түсінесің, вот осы керек, осы керек. керек. Мен андай ойлайтын, типа, когда сен сериалға, киноға сценарий жазасың ғой, бұрында ойлайтын, типа, короче, бәрін жазып тастайсың, диалог бәрін жазып тастайсың деп. Оказывается, синопсисіңді қорғап аласың бірінші, одан кейін структуранды қорғайсың, линияларын бәрін. Короче, бәрін, герой бәрін жазып аласың да, ең соңында диалог. Соңғы часть диалог қой, короче. И мен соны вот 2 жыл, мен, короче, 4 жыл бұрын кітап сатып алдым да, 2 кітап семейде тұрған кезде еще. Случайно не емес па ана 8 комедийных характеров дейтін сол стандарт? Жоқ, мен, короче, спасите котика мен. Спасите котиканы біраз айтады. И кино между Раем и Адом деген кино, ой, неме кітап. Короче, екеуін 10 мың теңгеге сатып аламын ғой. Мен айлығым ол кезде 44 мың, короче, 10 мың деген мен үшін өте көп ақша ғой. Ақша 25% беріп жатсың. Сөйтіп сатып алып, короче, оны оқып, бірақ қандай практика жоқ болғаннан кейін оқыдым да. Дедім да, но мысалға мен потому что стендаптың кітабы бар ғой. Бірінші рет оқыған кезде басқалай болды да. Потом мен уже 2 жылдан кейін вот қайтадан оқыдым ғой кітабын. И андай көп нәрсесін түсінесің. Мына жерде мынаны айтты ғой. Уже из опыта алып шығасың да. И кітапты андай параллельно өзін оқып, барып бірдеңе істегенше, істеп жүріп оқыған намного полезнее екенін түсіндім сол кезде, короче. Иә, сен алдыңғы бір подкастта стендаптың кітаптарын ұсындым. Мен саған ба соны айтқан соны ма? Ол өте дұрыс кітап негізі. Искусство стендапа дзен дейтін комедия. Қысқаша өте жазылған шаблон. Ең маған сол кәндей шынымен біраз көмектесті. Лишний водасы жоқ, керекті әңгімелер. Қалай істейсің, қалай шығасың, не істейсің, қалай киінесің, бүйтіп кәнбейді. Керек кәне бастап, егер стендап бастайтын болсаңдар, тағы да жаңағыдай тико если что ссылка или бір нәрсесін сілтемесін қалдыруға тырысамыз, может сендерге де пайдасы тиіп қалар. Менде Google дискқа салып қойғам, мен сұрағандардың бәріне жіберем. Но осы немені описанияға жазып қоям. Описанияда кітаптар тұрады. Джек Сенки ме да, сондай бір бәле? Джек Сенки ма? Джек Сенки. Джек Сенки. Искусство и бір бәле стендапа дзен деп тұрады. Сушняк болмасын да, қиып аласың ба? Мына жерін қиып аламын ғой өзім, иә? Қонаққа келіп жатсың. Макси чай бізде уже так-то. Макси чай топ ма андай, соңғы кездері қатты өтіп жүр маған. Біраз болды, значит, ішпеген, по идее. Үйдегі Аманжан қандай? Үйдегі Аманжан осындай. Аңа ғана душқа шынымды айтайын. Тико подкаст түсірейік, біраған ертең кетіп баратсың ғой Оралға. Давай дедім, сол үшін кішкене суға түсіп. Мен немеден мен сен ұйықтап қалады деп ойладым. Но сен маған жазған кезде, значит ұйықтаған жоқ дедім да. Мен съемка секция казахского деген съемкасына барып келдім. Прикольно болды. Но енді ол атады-атпайды деген мен қатты білмеймін. Но типа өзімнен барынша көмегім тигіздім. Бұл жай технический съемка болды ма, әлде окончательный съемка болды. Короче, қай каналдан шығады ол? Ол жағын вообще ештеңе білмеймін. Новый канал походу. И 8 съемка болады деді. Потом бірақ шыға бастайды деді. Барлықтарыңызға сәлем. Егер сіздерге кухонный гарнитур керек болса, мысалы үй алып жатсаңыздар, оған кухонный гарнитур керек болса, осы балалардан заказ жасаңыздар, өйткені қандай керемет кайф қой, кайф. Кайф, рахмет, брат. Ақшасын төлейсің ма? Жоқ. И 19-да түбегейлі, короче, болды ғой КВН. 18-де КВН мен үшін уже андай тойдың, в принципе, не істеймін, не аламын уже. КВН, бізде КВН ол жастардың ойыны болып есептеледі, все равно. Понимание бізде сондай, бізде андай орыстардың үлкен КВН емес, кішкене взрослый біздер уже пока ол жастардың ойыны да, студент. Бір 10 жылдан кейін может келеміз. Мүмкін 10 жылдан кейін уже сондай тенденция басталады. Мысалға, қазір мен поколениям, например, өсіп келеміз да, біз бірақ көре береміз да. И бізге, например,
үлкендер ойнап жүрген нормально болып көрінуі мүмкін типа. И өзіме жаңа бір не керек болды, вызов па, қызық бір жаңа бір опыт керек болды, и КВНді как автор и команданың руководителі сияқты көрейінші дедім. Как раз бас лига ашылып еді, сол кезде бірінші жыл команда ойнасаңдаршы деді бізге, біз брадан ойнай алмаймыз ғой дедік. Но мен команда алып келемін дедім, короче, маған қызық бұл опыт. Сөйтіп мен бекстерді білемін жаңағыдай, баяғыдан біліп жүрмін да оларды, негізі дұрыстап ашып жіберсең жыртайтын балалар, лично мені жыртып жүрді просто олар. Сондай принциппен айттым, бекс, сен бекске звондаймын, короче, осындай команда жазуға, құруға полный, алып жатырмын, ойнайсың ба, жазуға көмектесем полный, короче. Давай, братан, деді. Не сомневался бекстен, давай дейді, смело. Бексқа любой нәрсе десең, мысалы, брат, мынандай десең, давай деп. Всегда давай. Давай кеттік деп. Всегда. Сөйтіп бекс, Кана, Абзалда өмір КВН ойнамадым, үлкен дейді, короче. Все болды, команда қалдым. Короче, жанып тұрған көз, білесің ғой, жанып тұрған көздер солардан больше шығады, чем когда сен адамды андай заставлять етіп ойнағанын. Кім хочет, солардан больше шығады, короче. Сөйтіп балаларды жинаймын, айтам, короче, команда надо Бахтияр Тайлақбаев болады деймін ғой, короче. Серьезно ма дейді, серьезно айтып тұрмын деймін ғой. Ол ешқандай да бір прикол емес, әншіге просто ол жатталатын нәрсе да, андай звучит да просто маған, как Федор Двинятин деген сияқты андай жатталып қалады деймін ғой. И как минимум команданың стилі уже точно Бахтияр Тайлақбаев болып, интеллигентный адамдар шықпайды деймін ғой, уже понятно бірден. И сондай музыкальный подбор, Назаров Қуаныш ол кезде қатты тыңдайтын, осындай отбивка как раз сөйтіп сшивать етемін ғой, полный, осындай мен көріп тұрмын деймін ғой. Сендер костюм шалбар емес, сендер андай ебланский юмор ойнау керексіңдер, грубо говоря. Кешірім сұраймын, бірақ басқаша мен не істей алмадым. Өйткені түрлерін президенттің кездесуі деген бекстер ойнай алмайды ғой. Олардың түрлері, там дейтін нелер ғой, короче, өзінің табиғи болмысы как. И солай жазып, тоже опять фартовать етеді. Нормально, короче. И КВН уже как мына жағынан көрем КВНді ойнамай. Жазып, не істеу тоже прикольно. Бірақ сосын все равно сағынады екенсің де, бірақ альтернатива керек болды. Жаңағы сенің сұрағыңа енді келіп жатыр. Стендап. Ол кезде Қазақстанда бізде қазақша стендап мүлдем жоқ қой. Именно вот түсірілім жағынан. Сәлем стендап кәдімгі жақсы битіп кетті. Мен үшін солай болды, әйтеуір түсірілім жағынан да сәлем жақсы кәдімгі качать етті. Біраз и көрем. И Біржан Қабылбаевты мен примерно сырттай білем, кезінде КВН анау. Ол көп ойнамайды, бірақ мен білем оны. ТНТ-дан көрдім деген сияқты. Сосын айтам, оған жазам, короче, инстаграмна шығып, салам алейкум, осылай атым Аманжан болады осы. Да, я же знаю же, брат, ты же КВН. Я говорю, вот, көрейін деп едім, вообще стендапты вообще қызық болып тұр маған деймін ғой. Сендерде открытый микрофон деген бар ма? Ашық микрофон бір. Келіп тексеріп қарайыншы дедім. Давай кел смело, осындай среда күні деді. Давай дедім. Уже мандраж бастала бастайды. Қалай болады екен деп. Сен выступать етуге сразу давай дедің да? Иә, мен андай емес. Дұрыс болды сол істеген. Негізі андай болып қалса, андай айтып қалу мүмкін еді, бірақ сөйтіп айтпағаным дұрыс болды. Давай мен лучше просто келіп қарайын. 2-3 рет содан кейін. Лучше сразу кірісіп кеткен дұрыс. Лучше бұйырған болады, по-любому. Бір какой-то материал жаздым примерно. Но қазір ол материал КВНовский материал больше айтайын. Стендаповский емес. Бірақ кейбір заходтар бар, которые мен қазір басқаша жазып тастадым да, и нормально екен мынау дедім, короче. Шығам, бірінші рет ол деген Ленор дейтін жерде болады. Ленор дейтін жерді түсіндір жейін сендерге. Терминатор 2 бар ғой. Терминатор 2 тыржаланыш туады ғой. Папқа кіреді ғой, андай бәтет шыққан пап бейт, сондай кең отырады ғой. Түсіндің ғой примерно. Егер терминатор сол Абай Розы Бакиевадағы Ленордың алдында туылса егер, ол ана папқа кірмейтін еді точно. Киімді мен лучше басқа жерден іздеп қайтайын дейтін. Анау өте ушатынный жер. Сол жақта стендап болады. Олар сәлем стендап өздері аптасына 2 рет техничка жасайды. Өзің білесің енді. Техничка тексереді материал түсірілімге дейін, қайсы күлкі емес деген нәрселерді. Мен бірінші рет келем, бірінші шығасың ба дейді. Давай, не деймін, мен андай қатайып тұра алмаймын ғой. Жайдарман ойнадым, мен никак бірінші шықпаймын, мен соңына қарай уже білесің ғой, басқа ғой, вообще басқа нәрсе екен. Сөйтіп бірінші шығам, и өте жақсы керем. Бірінші сразу? Иә, өте жақсы керем кәдімгідей. Мен ойлағаным, мен минимально былай ойладым. Примерно где-то бір
25% кірсе материал нормально болады дедім. А менде материалдың 100% материалының 90% кірді ғой, короче, полный. Мен такой, қызық екен, прикольное ощущение дедім. Қызық ощущение екен, жалғыз өзіңді перебороть етіп, страх жаңағыдай шығып. Сен өзің жалғыз бардың ба сонда? Мен жалғыз өзім ба? Мен бардым. И Аблайхан өзің қазіргі әйелімен как в поддержку ретінде видеоға түсіріп, менде ютубта если че бар, ең бірінші выступление Абыл өз каналына салып, қарасаңыздар болады. Сен ашық тұр ма кәдімгі доступта? Ол доступта Абылдың каналында тұр, короче. Мен жауап тастадым өзімдікін. Мен просто өзіме анда кейбір шуткалар бар, который қазір возможно маған айту мүмкін, ол болып қойды. Ама менде ол доказательство 2019-да бұл заход. Просто бұл заход, мен айтайын, поезд жайлы заход 2019-да уже жазғам. Мегада кішкентай поезд, там кішкентай балалардың беттеріне и водительдің бетіне қарағанда вообще мұңды ғой дейтін заход 2019-да. Вообще өмірге андай. Білесіз ма соны? Жоқ, просто мен білем да мұңды екендерін. Ешқашан күлмейді, короче, бүйтіп отырады да. Бүйтіп отырғанын көрмейсің ғой. Бәрі, балалар бәрі довольны, ол бүйтіп жүреді. И вот мен соны қалдырып қойдым специально, потому что 2020 жылы ма, 21 жылы ма, ТНТ-да примерно бір комикта сондай заход болады. Я такой, бір жағынан өзіме приятно болып қалды. В принципе, мынандай деңгейде де болады екен ғой, значит, ойлануға. И ол өзіме как не гарант сияқты қалады. Сөйтіп бірінші рет выступать етіп тастаймын, шығам, эйфориядан бүйтіп шықтым сырттан. Нұрсұлтан Айдаров Бішкектің комигі тұр. Ол айтады, брат, ты серьезно? Бірінші рет выступать еттім ме өмірінде? Я говорю, Дима. Всем бы такой первый раз дейді, короче. Я говорю, все, значит, нормально, раз сырттайца уже. Значит, это мен өзімді алдап жатқан жоқпын, нормально. Екінші рет барам уже, все уже, типа, стендап. Это мое дедім, да? Это мое, мен корольмін деймін. Екінші рет жаңағыдай суббота барам, новый материал жазам. Тып-тыныш қой, короче. Ассалаумағалейкум, тып-тыныш. Деп қалдым. Бүйтіп бір сабағыма түсіріп жіберді. Но мені тоқтатпады, то, что мен бірінші рет шығып, мен бірақ кірдім ғой дедім. Значит, болады кіруге, дұрыс материал жазып, дұрыс не істесең. Значит, проблема во мне дедім. И сөйтіп кетіп қалдым. Егер де мен бірінші рет өмірімде выступать етіп, бірінші рет кірмей қалсам, мен, возможно, может, стендаппен айналыспайтын едім. Деп өзіме андай. Сол маған дұрыс болды өте. Екеуміздің ол жағынан көзқарасымыз бірдей екен. Мен, короче, 3 рет, мен вообще негізінде 3 рет магистратураға тапсырамын ғой, универде семейде істеп жүріп, чтоб Астанаға кетіп қалу үшін, Алматыға, Астанаға. И нормально балл жинап кетемін де 3-ші попыткадан. И грантқа түсіп кетемін ЕНУ-ға, магистратураға. Мен білмеппін. Сөйтіп грантқа түсіп кетемін де, оқып жүрем. И бірінші рет стендапқа барам ғой. Стендапқа барам деп еще группадағы андай балаларға айтамын. Бір қызға айтамын. Андай күшті дос болып кеттім де, Ақтаудың бір қызы. Күшті дос болып жүрмін. Стендапқа барам, если кел деймін. Анда, короче, өзімен дос тарту керек тема бар ғой енді. Кел деймін. Анда, давай. Ол кезде комьюнитині аты қандай или айтуға болмай ма? Ол кезде сол ана Sun Project бәрі бірге. Но қазір бөлініп кетті. Ол кезде Sun Project қана болды. И содан тұрғанда, давай кел деймін, ол тұрды. Давай дейді да. Бәріне жай жүрген ғой группада. 10 адам келеді ғой. Мен бірінші выступлением. А сен білесің ғой, типа, ят қой андай, 10 адам, ты чё? И келді, короче, ол кезде, атын ұмытып қалдым. Бір заведение болған. Қазір онда болмайды. Ол кезде билет ақылы болды ма, тегін болды ма? Білмеймін, оны Sun Project өздері біледі ғой. Короче, бардым. Осылай адамдар, 2-3 адамнан бүйтіп тұрды ғой. 10 адам менікі. Еба, ана жерде вахханалия болып отыр ғой, короче. И еще андай, білесің ғой, басқа неме етеді ғой, неше приколдар айтады ғой. Еще еба бірінші шыған деп түсін, еще қаншама адам алып келгенсің, жайма сенікі, анау, короче, қазір көресің, анау шашың ғой деген секілді айтады да. И ана жерде, сол жерде жүргендер, нормально, ұзақ выступать етіп жүрген балалар бар екен. И мен шығамда күлдіртемін, короче, нормально. Ну, бля, ана қазір қарасам, бірінші рет түсін, прикольно. Но былайнан енді, конечно, полный хрень анау. Қазір ойлап қарасам. Жоқ, ішінде андай нормальный приколдар бар негізінде. И жақсы кірем, екіншісінде болды айтым, стендап фигня екен ғой, оказывается, деймін да, короче. Вообще, просто келдің, шықтың, айыра салдың деп ойлаймын да. Мен ойлаймын ғой, типа, КВН секілді новый материал алып бару керек екен деп. Екінші рет новый жазып алып барам ғой, келесі аптада барам. Қатты в тишину выступать етем ғой, андай, қызарып, андай, быт-шыт болып шығам да. Бірінші рет қатты күлдірттім ғой, значит, нормально күлдірттім ғой, значит,
выступлениеде қате болып тұр ғой деймін да. Жамбыл Күлдеевке жақындаймын. Что не так деймін, короче. Ты КВН играл дейді. Мен айтамын, да. Значит, просто у тебя образ дейді. Выйди из образа, будь самим собой. И все нормально будет, короче. Өте жақсы. Сонда натуре мен КВНнан кейін. Қанша сен өзіңді андай перестраиваться еттім деп ойлайсың? Мен КВНнан өзімді стендаппен 3,5 жыл ма айналысып жүрмін ба, соны где-то мен расчетым бойынша где-то 1,5-2 жылдай мен перестраиваться еттім бүйтіп. КВНнен Да, екеніңізді қатты. Вот мен соңғы жарты жыл где-то осознанно, то есть каждый раз сөйтіп ойлайсың. Каждый раз вот осознал деп ойлайсың, но олай емес та. Иә, ашыла береді ол Иә. бір нәрселер. Мен оны 2 жыл болды. 19 ноябрьнан бастап 20 ноябрі, 20 уже ковид қой. 19 ноябрьнан бастадым. 21 ноябрі, 22 ноябрі, вот 23-ке кетті. Где-то 2 жылдан асты, чуть-чуть қана. И вот соңғы жарты жылда ғана мен андай сахнада өзімді жақсы еркін ұстап, короче, нормально. И то әлі бір где-то бір 25%-ын ғана жақсы көрсетіп жүрген секілдімін өзімді. 25% ғана. Өзіңнің потенциалыңның 25% деп ойлаймын. Қиын на самом деле стендапта. Қиын КВНнен, именно КВН түлектерінен бүйтіп қиын негізі. Бірақ бір жағынан қазір өзім білесің ғой, стендап Алматыда осы келіп жатқан, қазақша болсын, орысша болсын, КВН ойнамай бірден стендапқа келіп жатқандар бар ғой, уже біраз сондай комиктер осознанно бірден стендап. Ол бір жағынан плюс негізі менің ойымша. Именно стендап жағынан оларда енді андай енді шутканың плотности аз болғанмен, бірақ бір мысльдер болады да, қызық. Бірақ фильтр болмайды в голове. Вот КВНнің бір плюсы бар, бір жақсысы. Өзіңнің саморедактура деген понятиең бар. И өз-өзіңе, как она есть, уже мынау күлкілі емес екенін шамамен білесің уже. Ну, типа, 80%-ке сен, мен мысалы материал жазғанда, мысалы, санап шығамын, например, тычкаларды кейде ерінбесем, мына жерде, в среднем бір 10 минуттық материалда где-то бір, ну, 30 тычканың үстіне, там, 50 тычканың андай солар болса, уже хорошо деймін, нормально. Примерно. Короче, андай КВНдағылардың көбі өте қатты объективно оценивать етеді өздерін. Ана бір бар ғой, который комиктар стендапта. Бір-екі адам ха-ха десе шығады да, бля, я разъебал дейді. Вообще андай, біз андай залдың где-то 70% күлдіресін, бә, слабо деп андай разъеб жоқ деп келесің. Именно андай күлмеген, мысалы 2-3 адам болса, нағып күлмеді екен деп соларға зацепить істесін. Мысалы 100 адам 98 күліп, 2 күлсе, мен зацепитсін, нағып күлмеді екен деймін. Уже соны ұстап тұрасың, что-то значит, не то, значит, все равно. Бір стендап кеште. Айт кетейін, просто жаңа екінші, короче, звук жазатын, Аманжан звук жазатын компьютер өшіп қалғанын байқамай қалдық та. И қарасам, короче, историясын екінші рет айтайын деп отыр. Иә, екінші рет. Но сендер бірінші рет көресіңдер, бақыттысыңдар по идее. Жоқ, негізі қызық ситуация ғой. Ана білесің ба, андай болды, комментарийлар кинода. Блин, на киноны енді бірінші рет көрейін деп отырған адам қандай бақытты деген секілді. Қайтадан соны миым берсе екен маған темалар ма. В общем, рей стендапта бір ашық микрофон сияқты. Ну, ашық микрофон емес, бір кешкі стендап болады. Сөйтіп сол кезде группаға жазып ескертеді жаңағыдай. Біздерде 2 қонақ келатыр жаңағыдай болатын залда. Олар өздерімен бірге 2 досын алып келеді. Олар, короче, көздері көрмейді дейді, орыстар. Кәдімгі очкимен отыр, қара очкимен. Мен сол информацияны оқимын да, все деп. Жаттап қалдым. Бірақ ол информацияны сахнаға шықпас бұрын бір 3 сағат, 4 сағат уже есімнен примерно шығып кетті. И выступать етіп жатырмын. Анағыдай. Нормально бәрі кетіп жатыр да. И қарап қалам да залда. Анағыдай. Екеуі отыр. Көздерінде қара очки былай отыр, короче. Аха. Менде сразу ондай моментте андай шуткалар кейде появляться ете бастайды да басымда. И мен тығып жібергім келді сразу. Сендер что там покер ойнап жатсыңдар ма? Или не істеп жатсыңдар деген айтайын деп тұрмын да. Потом екінші Аманжан басымда кетті. Қума, саған бағана айтты ғой деген информация есіме түседі. Дедім ғой, короче. Өзімді сол жерде тез реттеп тастадым, короче, бір 3 секундта, бір 5 сұрақпен өз-өзімен сөйлесіп алдым да, 3 секундта. И сосын, все дедім, нормально, есіме түсті ғой. Бірақ содан кейін Михаил Зейферт деген комик бар неміз. Миша ол информацияны білмейді. Короче, группадан оқымаған ба. Ол соңына келіп выступать етеді.
и оларға бір нәрсе тығып жіберді короче, и қадалып қалады сол жерде ол. Өзіне бір түрлі болып қазір мен жайыртыламын короче, ұсталып қалдым мынау. Бірақ осындай короче прикольно, осы жақындағы қызықты ситуациялар. Жалпы былай оянып қарасам негізі болды, негізі қызықты ситуациялар вроде бы. Сен жаңа ғана покер деген шутканы қалай ойлайсың, кіруші бе еді? Менің ойымша кіретін еді, потому что ол видишь, андай болады ғой понятие, когда зал стендап комикқа басында 1 минут береді, короче, кредит, сенімділік. Егер осы 1 минутта жақсы кіріп алса, уже довериеға кіресің ғой, ну типа сенеді саған. Еще анау импровизационный болып кететін еді. И явно менің ойымша кіретін еді ол. Конечно, моральдік жағынан дұрыс емес, егер де мен оның информацияны біліп айтып тұрсам. А мен білмей қалдым, потом есіме түсіп кетті, потом өзім сол жерде редактировать етіп жібердім тез. Ал енді... Сен ойынша, сен күлер ме едің сол жерде, мысалы? Мен күлшедім. Просто андай нәрсе стендап культура ғой. Стендап культура, ол сен зонаға келіп тұрғаннан кейін, значит, сен шуткаға дайын болу керексің деген тема. Иә, ол ауыр жағдай, но... То есть, ол сен уже ештеңе өзгерте алмасаң егер, то есть сен бұл... Мен қолымда емес олай. То есть сен уже болды енді, Құдай солай жаратты, и сен көзің көрмейді болды енді, түк істей алмайсың. Сен неге күліп, ну енді уже неге андай иронично күліп қарамасқа мысалға. Конечно, Құдай сақтасын, ешкім басын салмасын, но сен күлетін жерге келдің бе, типа өзің миыңда елестесең күлкілі шутка ғой негізінде. Олар бірақ күліп отты, по идее, былай кейде қарап қойған, күліп отты, значит, өздері сол намеренный шагпен келді. Надеюсь, оларға хотя бы бір... еще, типа, может, мүмкін. Бірақ хотя бы адамдарға айтыр, күлкі сыйлап, бір айтыр настроениесі көтерсек. Зал білді ма, что көз көрмейтін адамдар, то есть екі адам... Вот соны білмеймін мен, кстати. Может, білді кейбіреулері, может, кейбіреулері білмейді. Мысалы, олар залдың сол жағында отырды, может, оң жақтағылар, мысалы, көрмейді ана жаққа. Может, мына жақты бүйтіп, мысалға, например, бүйтіп отырған адамдар, ебаны міне, екеуі очки ебаған, көзіне күлісіп отыр ма деген секілді ойлар болуы мүмкін. Мүмкін ойлар туды біреулерінде. Но потом түсінген шығар тоже, по-любому. Аманжан, сен андай, короче, выступленияларында боғау сөздерді демесейсің, қазір қалай болатсың? Қазір азайтып жатырмын мен. Неге? Тәжірибемен келеді деп ойлаймын, өйткені байқағаным, негізі түбіне келгенде бәріміздің ойымыз бұл монетизированный болса жақсы ғой. Ары қарай сен жаңағыдай мероприятияларға шақырса жақсы жерлерге, а олардың көбісінің талабы негізі можно матов поменьше, анау деп. И байқағаным в основном сол орысша тілде шақырады. Сол үшін мен орысша тоже істеп жүрмін, кішкене күнкөріс ретінде. Бірақ кейбіреулер бар, вот как вы выступаете, вообще ұялма. Но мен өзім стараюсь, бірінші қарап аламын, без матов кіріп жатырмын. И когда қайтадан ол бірден бастамайсың ғой, уже довериеға кіргеннен кейін уже болды, сен уже көріп тұр. Все, сен стендап комиксің. Сол кезде можно, как приправа сияқты бүйтіп, ситуацияға керек жерге тығып жіберуге. Мен ойымда, типа, мен түсінем, что мен орысшаға көбірек шыға берсем, и типа жақсы шыға берсем, корпораттарға шақыратын білем. Но мен целенаправленно қазақша выступать етем да. Мен, короче, андай ой болдым, типа, қазақша стендапты дамыту үшін до конца қазақшада жүрем да. Ал орысшаға, например, маған басқа жақтардан съемкаға түсесің ба десе, или тағы да бірдеңе десе, да, конечно, деп материал беруге, қазақшамды орысшаға аударып бере беруге дайынмын. То есть, орысшаны басқалары продвигать ете береді, мен орныма, мен оларға контент беремін. Қазақшаны целенаправленно мен өзім бүйтіп алып дамытамын дегендей, короче. Екеуін қатар алып жүруге қиын ба? Екеуін бірге алып жүру қиын. Мен қазір екеуін қатар алып жүруге тырысып жүрмін да. Сол болады негізі. Негізі жалпы ағылшынша, сен мысалы ағылшынша 100% білсең, ағылшынша шығар ма едің деген сұрақ саған? Әңгіме. Әрине. Вот, еш? Шығар едім деп ойлаймын. Мен де мысалы шығар едім ағылшынша, сондай бір ой бар. Бірақ алдында андай ойға келіп қалдым, неге, в принципе. Бірақ ағылшынша сөйлеген тоже кайф, по идее. Бірақ андай ой бар ғой, если что, мысалы, бір ағылшыншаны жақсы білетін бір адаммен отырып, субтитр сияқты жазып жіберуге болады. Мысалы, қанша стендап болсын, не. Бірақ хочется өзіңе тоже бір навык қой, ағылшынша тіл білген сайын сенің де андай қаруың, миың күшейеді деген сияқты жан-жақты бола бересің. Просто мен 27-темін, мен, где-то өмірімнің где-то 18 жылын орысша сөйлеймін да. Орысшам қалай болса солай, короче, акцентпен андай сөздерін ұмытып сондай да.
ағылшынға вообще жолай алмайтын секілдімін, как будто бы. ағылшынша тілі біраз адамның айтуы бойынша оңай дейді ғой негізі. Бірақ видишь, әңгіме сөйлеу бөлек и выступать ету, ойлау уже бөлек ол, иә. Бірақ оны да келтіруге болатын сияқты жаймен. Мен бар ғой, орысша қазақша шығып жүріп, уже екі шутканы екі жаққа да күлкілі қылып аударатындай қылып уже үйреніп алдым. То есть андай шылчокпен перестраиваться етемін да, и орысшаны қазақшаға спокойно аударып аламын, күлкілі қылып, қазақшаны орысшаға. Сондай менде де альт-шифт қосылады, короче, басында болды. То есть көп айтады ғой, қазақша шутка орысшаға ауыспайды, орысша шутка қазақшаға ауыспайды. Жоқ, ол вообще любой тілде менің ойымша. Любой тілде бір күлкілі әзіл болса, жалпы бәріне ортақ. Жақында мынандай ұсыныс түсті, бір қалаға мені концертпен шақырып отыр, короче, қазақша. Гонорармен, как положено, типа. Уже можно двигаться. Ақырын бір хоть какой-нибудь движок есть. Типа осы ол и то мен стендапымды салып, потом тиктокпен рилсымды качать етіп, уже кішкене өз-өзіме жұмыс істегеннен кейін осындай ұсыныстар келіп жатыр да. И дальше тоқтамай істей берсең, как будто бы и корпораттарға да ертең типа бір қазақ ол немесе қазақ қызы өзінің бірдеңке тойын жасап жатады, бірден кейін айтады, бізге шығып беріңіздерші дейді. Қазақ тілді адам. И сен барасына шығасың. То есть сол секілді. Мен жақында барып келген корпораттан кәдімгідей жақсы андай ауқатты адамдар шақырды, мен байқағаным. Өйткені как минимум біреу Стэнфорд университетін бітірген, уже ойлай бер мысалға да. Уже болды, жалғыз өзі отырса жетеді ғой сол. Сондай уровеньдағы адамдар, сөйтіп сондай уровеньдағы адамдар отыр. Мен сол маған орысша деді. Мен орысша қазақша ұрып жатырмын. Сосын соңғы жағы қазақша болып кетті, полный түсініп жатсыңдар ғой деймін ғой. Не қиналып жатыр қазір деймін. И сол жағынан тоже легкостьпен қазақша тоже жақсы қабылданды. Короче, бір 25 минутын бердім. 25 минутын, где-то 15 минуты орысша қазақша, қалған 10 минут қазақша полный кетті. Уже түсініп жатсыңдар ғой. Бір-бірімізді алдап жатырық деймін ғой. Бір европеец біреуді көріп тұрған жоқпын деймін ғой. Базар жоқ, Стэнфорд бітірген шығарсыңдар, енді бір қазақша да түсінесіңдер ғой деймін ғой. Соған жартылып нормально, короче, қазақша. Типа, егер дұрыс жақсы дұрыс настроен адамдар болса, андай камерный жер болса, қазақша стендапты да негізі сатып не істеуге болады, құлақтарыңызға алтын сырға, егер де ұйымдастырушылар болса, әлде сонымен анасыз келсе. Мен андай түсінбеймін, мысалы, біраз типа комиктер бар ғой, андай underground дейтіндер бар ғой, типа корпоратты менсінбейді. Өйткені оларға корпорат түспейді менің ойымша. Егер корпорат түсетін адам, корпорат мен трушныймын деп жүреді ғой, мен бармаймын корпоратқа деп, егер оларға нормальный бағада түссе, адам барады. Корпоратқа да бармайды, и стендапта да зал жинай алмайды. Вот сол ғой, сен по-любому сен андеграунд поп стендап. Жалпы не үшін стендаппен айналысып жатсың деп сұрақ өзіңе қойып жібер. Егер де сен андеграунд болсаң, онда андеграундский нәрселер жаса, онда полностью. Өзің түсір, бір странный бір нәрселер жаса деген сияқты өзің солай сезінсең. Но по итогу, енді шыны керек, бәрі стендаппен айналысып жүргеннен кейін, бәрі сол андай бір медийный болғысы келеді, популярный, сол арқылы ақша тапқысы келеді, кәдімгі основной жұмыс сияқты. А андеграунд поп сені шақыру өте қиын, ол кәдімгі для любителей болмаса, андеграундтың өзі де сен медийный болу керексің, медийный андеграунд. Не медийный андеграунд, вообще қиын ол. Сол үшін тіпті біраз комиктер шығады ғой, по-любому историяларын тыңдайсың ғой. То, что осындай жерде болдым, яхтада болдым, бүйттім, сөйттім. Нормально ақша берсе, по-любому біраз шығады негізі. Ол наоборот двойной кайф негіз байқаған. Өткен корпоратта кіру қиын біраз комиктер жылайды корпораттан. Типа. А менде пока твой статистика нормальная. Корпораттан мен пока кәдімгідей қатты күйіп көрмеппін. Кәдімгідей жақсы. Еще корпоратта алдында бір наушник тексердім. До того уже куража кіріп алдым да, бір наушник тексердім. Ол да кіріп кетеді, короче. А раз ол корпоратта кірсе, значит, обычный подготовленный стендаптың кәдімгідей кешіне келіп жатқанына, ол точно кіреді деп ойлап отырмын уже. Типа, оңай емес негізі. Просто жай стендаптың сахнасында, когда сені көруге келеді адамдар, 20 минут деген, то есть прикольно, потому что сен андай адамның вниманиясын өзіне аударуға тырыспайсың да, ал тойда сен андай саған бәріне пофиг, сен должен оларды өзіңе, ей, мен мындамын деп қаратып алуға, еще плюс материалын пихать етіп үлгеріп, ол андай қатты нерв қой негізінде. Стресс, еще сен кірмей қалсаң самооценкаң түсіп қайтасың, андай неоправданный моменттер болады. Мен сол үшін сразу уже бүйтіп корпораттарды занижить етем, и потом нормально болады. Слишком қатты ожидание болмау керек. Ну, раз шақырса, раз сондай сумма келсе, значит, мені таниды деген сөз кто-то шақырған.
сол арқылы шығып тұр, доверие бар, значит нормально дейсің. Желтоқсан стендап әзірге өз орнынан кетті. Себебі арендасы қымбатта кетті. Арендасы қымбат. Сен сонда резидент болдың. Мен сонда резидент болдым. Әлде резидентсің ба или? Мен біріншіден мына ескерту айтайын, мен клубтың резиденті емеспін, мен Медет Қалибеков деген досым, ағам. Сол шақырғаннан кейін мен бардым, өйткені мен Медетті сыйлаймын өте қатты. Маған біраз көмектесті, мен де оған көмектесіп тұрсам. Сондықтан ол осындай, бір жыл бұрын осындай жер ашайын деп жатыр, и маған проверенный, өзім білетін, жұмыс жасай алатын комиктер керек дейді, потому что ол жер ақылы болады, кәдімгідей, и нормальный билет қояйын деп жатыр, сол үшін достойный болу керек деді, короче. И мен сені көріп тұрмын, если что, как первый бір выборлардың бірінде, что там барасың ба? Мен айттым, братан, болды, смело сен істесең, мен сенемін, короче, саған, болды. И сөйтіп, істеп жүрдік бір жыл, 3 айда, мен ойымша жаман емес. Алматы, Қазақстан емес, Алматының ішінде өз атымызды шығардық нормально бір жылда. Типа стендап қарайтындардың, келетіндердің уже Алматыда көбісі білет деп айта аламын, желтоқсанды негізі. Кәдімгі стендап қарайтын адамдардың. И сондықтан, в принципе, жақсы жұмыс жасау. Ашығын айту керек, андай қымбат болды ғой, допустим, где-то 7-8 мың депозитім бар, билетім бар, сөйтіп адам басына где-то 4 мың билет, сондай болды да. Депозит столға 7 мың, ол 4 адам. Ну да, столда депозит бар, плюс адам басына билет там 4-5 мың теңге сондай. И типа сонда да солдауттар постоянно апта сайын солдауттар болатын. И мен ойымша ол жақсы показатель, и показывает то, что типа ол жерге адамдар көп барады. И мен ойымша Алматыда топовый жерлердің біреуі сол. Бірінші орында тұрған, по идее, по факту сол. Онда Сәлемнің көптеген немелері ғой. Мен бағана, короче, неменеге бастадым да, қоқет, мен бағана айтып тұрған, магистратураға түстім деп айттым ғой. Потом стендапта жүрдім, и Сәлем стендап шығып жүретін. Барықтарын енді көріп жүрем. Мен бөліп жіберейін, кешірім сұраймын. Сен Енуда оқыдың ба, негізі барып жүрдің ба сабаққа? Магистратура, кәдімгі барып оқып жүрдім. Группаңда Мадина деген қыз болмады ма? Мало. Просто. Ол кезде, білмеймін. Все, дальше айта берейін. Бірдеңе құрайын деген ба, жарайды. Мадина из Ену деген бар. Мадина из Ену ғой. Короче, неге мен Енудан кеттім? Ең бірінші кезекте Сәлем стендапқа барып түскім келді. И мен ойладым, так, мен барам да дайындалам, тырысам, короче, и по-любому эфиріне өтем деген менде бірінші мақсат болды. Екінші мақсат, мен өмірімде уже магистратураға не үшін түстім? Универде андай руководительский должность, сол үшін магистратура керек болды. И мен типа қайт келем де, университет шәкірімге қайт келем де, и бастық болып кетем деген менде арман болды. Прикинь, енді универде 3 жыл істегеннен кейін. Но мен әр нәрсенің өзінің бір қайыры бар ғой. Андай кетердің алдында ректор ауысады, болады ғой бір. Ректор ауысып, ректор өзінің командасымен келеді. И бірақ шылчөкпен мынандай қанша жыл орында отырған бір бастықтар, адамдар болады ғой. Бәрін бүйтіп кетіп снимать етеді да, өзінің адамдарын қоя салады. И мен түсіндім, что мен типа могу 30 жылымды сол жерге беруге, например, бастық болуға, потом и в какой-то момент басқа біреуге өтті, бүйтіп мен алады да, боссың дей салады. Бір мезетте, Сен ол жерде миың есептелмейді, ештеңең қаралмайды, просто кете бер дейді, болды. И мен ойладым, мен сол үшін өмірімді арнайын ба дедім да, мен кемес дедім да, сразу бір жылдан кейін гранттан отказ жасадым да, отчисление жаздым да, Алматыға бір пакетіммен келдім. И келем да, Сәлем стендап жабық дегенде естимін ғой. Ол коронавирус кезі как раз болды. Сол жерде коронавирустан кейін болды. Сәлем сонымен жабылды. Сөйтіп, в общем, қалдық. Сәлем негізі кезінде ерінбей бір помещение алып, клуб ашып алғанда негізі Сәлем стендап клаб деп, я отвечаю қазір. Қатты топ болады, Қатты топ болатын еді. Негізі сол ана бумен дальше кеткенде определенный бір орынға. Олардың жаңағы минусы заведенияларға жүрді ғой енді әртүрлі. Мұнда барады, проектс, мұнда барады, и түсініксіз да. Ана жерде негізі ашылғанда жақсы бизнес құрып тауып болатын еді негізі. Просто мен бірінші рет есімде жаңағы сол стендап бастағанда, Сәлем стендаптың техничкаларына мен уже оларды қарадым да былай.
блин, солардың деңгейіне маған тез жетіп алу керек дедім. Өйткені менде уақыт ондай, ну типа 20 жасар пацан емеспін, сондықтан маған қазір уақыт тығыз болғаннан кейін тез жетіп алу үшін маған, значит, көбірек выступать ету керек дедім, не? И сол режимді мен активировать етемін ғой, короче, режим терминатора, короче, полностью. Неден ол менде басталып кетті, өйткені 2019-да 2 ай выступать еткеннен кейін мен съемка шақырады Сәлемге. Уже 2 айдан кейін. Мен эйфориямен, короче, о, да ну нафиг. Давай, короче. Бірінші шығам ана жерде, олар ол кезде Аврора Спейста түсіріп жатыр, вроде сондай жерде түсіріп жатыр. Мен бірінші шығам, и маған оған дейін редактор болады, редакторда, ну, мынау КВН деп кесіп айтты, 3 минут материал қалады менде, короче. Алғашқы съемканда. Алғашқы съемкада бірінші рет шығам, қайтадан андай өздерінің лицолары бар ғой енді, олар келген жаңағы адамдар, біреу Вероникаға келіп, біреу Медетке келді деген сияқты, мені танымайды вообще. Бұлар андай жайдарман қарайтын адамдар емес, короче, басқаша ғой. Тып-тыныш, недоверие, менде де опыт жоқ, тып-тыныш өтіп кетем. И вот сол жерде қатты, да, ну нафиг деп, андай өз-өзіме ренжимін, короче. Ешкімге емес, өзіме ренжіп жатырмын. Ерте келісіп қойған сияқты мен слишком энтузиазммен. И сөйтіп Медет жаңағыдай айтады, сразу келеді, подбодрил, осылайсың, нормально. Просто андай көбірек шық, тоже келеді қолына, нормально, мен білемін ғой дейді сен, анау-мынау. Поддержка беріп, ұлттық құрама қарадым, анау болады дейді. Все дедім, короче. И маған айтады, Чина Ондасынов, соған үлкен рахмет осы үшін стендаптан мен алып қалғанына. Маған звондайды, брат, мен давай, может, сені эфирге салмай қояйық дейді. Мен айтам, өте дұрыс шешім деймін, рахмет саған, соны айта алмай жүредім, может, сендер типа ақша кетіріп бля шығару керек, по-любому деген материал. Жоқ, если сен ренжімейсің, мен вообще ренжімеймін деймін, шығармаңдар вообще мені. И өзіме содан кейін, значит, мен мыналардың уровеніне тез жетіп алу керекпін. А тез жету үшін ол кезде как раз стендаптар негізі біраз болатын. Среда жаңағыдай сәрсенбі мен сенбі күні аптасына 2 рет Сәлем стендаптың өзінің проверка материалы, соған жазылам. Бірінші болып шығам. Плюс рей стендап ашылады оған. Бірінші рей стендап Нұрмаковдағы емес, басқа Байзақовдағы бірінші рей стендап. Мадина ұйымдастырады микрофондарын. Сол Мадинамен танысам. 3 стендап аптасына, содан кейін за глаза жаңағыдай Илдарлармен танысам. Оларда бір четверг күні жасайды. Солардың да микрофонына шығам. И сөйтіп аптасына 5 стендап болады ғой кәдімгідей. И қатар, короче, бара берем ғой любойна, тік. Если менде уақыт болмаса, значит, мен количествомен осы опытты жинап алу керекпін дедім де. Сөйтіп, сол 1 жыл маған жақсы не берді андай. Апгрейд кішкене өсіп, не істеп, уже миымда уже көп шыға берген сайын, түсінесің кейбір нюанстарды. Практикамен түсінесің, ол теория қарағанда по-любому. Сол шығып, и 1 жылдан кейін қайтадан камбэк қой, короче. Уже қайтадан, мен айттым, мен уже принцип, типа, мен өзім ұсынбаймын Сәлемге, мен түсіріңдерші. Вот когда өздері шығады тағы да, значит, уже мен готовпын, уже точно екінші рет. И сөйтіп, жаңағыдай коронавирус кезінде как раз Сәлем стендапы жабылады, соңғы съемка көріп мені тартады, что там, брат, дайынсың дейді, короче, уже. Көріп жүрген, постоянно жүремін ғой, дайынсың. И мен де сезіп тұрмын уже точно, енді дайынмын еді, вот. И Сәлемде түсіріледі как раз астында, ана жерінде съемка. Реттілікті до выступления жіберем деді, короче, Біржан. Давай дедім. Қарайым, реттілікте мені, короче, 12 адамның ішінен предпоследний қойып тастаған. Я говорю, уверенсіңдер ма деймін ғой? Уверенмін дейді Біржан, тесесің дейді. Ну все. Нормально, шықтым, тесіп тастадым. Уже, типа, через год, типа, уже еңбек ақталды да, короче. Көп выступать еткенде. Мен сол жаңағы әңгімеге айтып жатқан. Мен ол кезде тоже бесплатно выступать еттім, кәдімгі. 1 жыл 4-5 жерде, вообще, ол кезде вообще ақша дейтін, вообще, білмейсің ғой. Саған просто мүмкіндік берсе болды. Нюанс, материал бәрін тексеріп. Сөйтіп жақсы көмектесіп кетті маған. Содан кейін қазақша ашылады. Қазақша уже бара бастады. Біржан демекші, короче, ол как раз сол Москвадан келген кезде болды. Мен выступать етіп жүрдім. И ол бір выступленияға Рейға келіп қалды көруге. Жай аралап жүрді сол кезде. И мен тоже выступать етемін, ол көрермен болып отыр да. И мен жақсы керемін, короче, прям айрам, нормально. Потом ол кезде мен Аубакир бәрімен танысып қалам, уже ақырын. И тамақ ішуге барамыз. А ол сол кезде типа редактор ма сондай болды ғой, иә? Ну, параллельный сондай болды. Организаторский бірдеңе болды, Сәлемде. И маған тамақ ішіп отырған кезде айтты,
смешно выступаешь деді. Если был бы Салем, ты бы там явно выступал деді. И мен уже анандай, значит, мен ол болса, мен, значит, выступать етуші едім деген менде ана оймен ол кітапты жаптым, бір короче. гештальт жабылды. Бір гештальт жабылды, значит, мен онда жүруші едім дедім да. Все, ол уже гештальтты жауып тастадым да андай. Өзімді намного жақсы сезіне бастадым содан бастап, короче. Сондай темалар болған менде. Еще соңғы Салем кездерінде редактор Арыстан Каунев болды. Арыс Каунев. Ол бар ғой, прикол шығарып алды. Маған дайректқа, ана статус деген бар ғой. История салсам да, статус салсам да, красава деген бірақ сөз жазып жүреді. Күніне бір рет стабильно последний бір апта жаза беретін болды. Иә. И вот олар ол редактураны бір-бірлеп қабылдайтын жаңа Салем комиктерінің съемка. КВН секілді ма? Иә, мадик кіреді, кәдімгі текстовой осылай распечатать етіп, кәдімгі осылай келіңдер. И кеседі, короче, балалардың біразын. Мен бірінші рет өтейін деп отырмын. Оған дейін просто редактурада, жоқ, оған дейін просто менде бір съемка сол, который болмаған съемка, енді екінші рет қайтадан. И что-то там, Арысты білемін ғой мен еще баяғыдан КВН кезден, типа, братан ғой. Мен, короче, андай ход ойлаймын ғой, короче. Қазір мен егер текстовой вариантпен айтсам, менде текстовик емес, мен шуткарым. Андай көрсету керек, ситуационный юмор. Ойнау керек, не істеу керек. Мен келем, қағазбен распечатать етем, редактурға жаңағы Арысқа айтам. Че, братан, как хочешь деймін, қалай? Саған оқып берейін ба, әлде выступать етіп берейін ба, сен алдында осы сен үшін стендап. Жоқ, оқыр, жоқ, мен выступать етем деймін ғой, короче. Қоям, короче, музыка қосып. Шығам, короче. Қайырлы кеш, қалайсыздар? Здравствуйте, Арыстан Каунев. Добро пожаловать на стендап вечер. Бүйтіп, андай бүйтіп играться етемін ғой, мен ол жыртылады, короче, внутряк тығып, плюс материал тығып, ол жыртылады. Қойшы, короче, дейді. В общем, сенде 8-9 минутың болады, өзің іріктеп алшы материалыңды. Я говорю, все, значит, өте дұрыс шешім жасадым, өте жақсы. Ол да түсініп отыр да, в принципе, нормально, кіреді. Че сейчас, қазір каждый что-то перебирать етіп, өзі сесе волнасын. Ұра берді, ол да маған сондай возможность берді, мен сол волнамен, нормально. И сөйтіп, редактурны обходить еттім, короче. Сен сонда Салемге бір монолог завод еттің, е? И карантинда біреу бар. Мен, иә, Салемге 2 монолог завод еттім, болды сонымен. Желтоқсанға шығып жүрдің, бәрі жақсы, деді бір жылда, е? И бір жылдан кейін Алматинский стендап пайда болды. Иә, айтпақшы Алматинский стендап дейтін канал осы біздер вроде қателеспесем шілде айында ма бастадық, маусымда ма әлде, мамырдан кейін. Маусым или шілде, жазда бастадық, аштық. И бір жыл болмады әлі. Жарты жыл болған шығар. Уже получается 6 ай ма, 7 ай ма, 8 ай ма. И сол басталды, соны түсіре бастап, сол негізі алып келді біраз. Уже серьезный узнаваемость. Как мен уже андай, не как Жайдарман, андай КВНчик аманжан ретінде емес, уже как стендап. Просто мен бір эфирімнің арқасында, то есть Reels, TikTok'a бәріне кесіп салам да, өте көп выхлоп алдым да. И сенде дейді, уже Алматинский стендаппен 4-5 эфир бар, монолог завод еттің, е? 3 монолог завод еттің, кесіп салып атсың. То есть қатты рөл ойнайды, ол байқайсың ба? Өте жақсы рөл ойнайды. Прям стендап комикті ретінде. Еще мен, короче, неге түсіріп баста кеттім. Анандай екен. Мен 2 жыл, сол бәдетті бір 15-20 минут материал жаздым да. Соны айналдырып оқимын, мотивация жоқ, қайда тапсырамын, не істеймін деген секілді. Қазіргі жүрген орысша стендаптағы жүрген балалардың көп проблемасы сол ғой. То есть мен келген кезде айтып жүрген материалдары қазір әлі қараймын да, әлі соны айтады. Неге? Потому что мотивация жоқ. Не істейді, қайда тапсырады, не үшін жазады, тағы да жаңа деген секілді. Вот мен стендапқа 2-ін өткіздім, потом өзімдікін алдымда өзімдікін түсіріп тастадым, менде 0 болды. И мен андай, так, тағы да жазу керек деген уже миымда андай. И қайтадан жаздым да, андай, то есть миың жұмыс істейді. Сдавать етіп, уақытлы сдавать етіп отсаң, миың жұмыс істейді екен негізінде. Кәдімгі жұмыс сияқты ғой. Бір нәрсеңді бүйтіп жібересің де, и анау пустота болады, и қайтадан наполнять істеді ғой. Соны беріп тұру керек, короче, ары қарай өсу үшін. Әйтпесе сен қалып қоясың сол жерде. Қазақшаға да тапсырып жүрдім, қазақшаға мен есімде жоқ, бір 4-5 монолдай тапсырдым тоже кезінде. Қазір сол ғой. Шешім, в принципе, андай жаңағыдай сен істеген өте ұнады маған, ну типа өз каналың в итоге бәрібір ол ерте болсын, кеш болсын, любой стендап комик, ну жалпы осының айналасында жүрген адам өз каналына жұмыс жасағысы келеді.
дара жол болу керек қой Иә, бәрібір ол. ондай бір. Лучше менде 10 мың просмотр өз каналымда болады, чем 100 мың бір жерде деген сияқты. 10 мың мен білем, то, что 10 мың мені қарап басқан адамдар да, ол қымбатырақ болады. Мен өзімнің каналыма салғанда мен ойладым бір 2000 просмотр болса рахмет деп. Мен ешкім просить еткен жоқпын, ешкім репост жүктеші деген жоқ. Просто ана ютубта видео рекқа түсті да. И адамдар өзінен өзі просто бүйтіп предлагать етеді, адамдар кіреді де көре салады. Сондай болып Ол жақсы ол кайф. Просто ол жерде материалды енді мен действительно андай душевно кішкене жаздым. Сол роліне кетті. Контент қой, по-любому. Ютубта контенттің жақсы болса өтіп кетеді да андай. Иә. Тиктоктағыдай Подписчик емес. санына қарамайды, өтіп кетеді. Иә, сондай екен. Но ютубта, короче, тиктокта подписчик жинау жеңіл, рилста одан қиын, ютубта вообще қиын, короче, подписчик жинау қиын екен. Соны түсіндім. Енді алматинский стендапта болашағы қандай болып тұр? Болашағы жалпы вообще ой тек қана стендап емес бізде. Ну, стендап әрине болып тұрады, нормальный материалмен. Бірақ болашақта бір контент жасағымыз келеді, тағы да параллельно әртүрлі контенттер, чтобы ол канал как лейбл.com сияқты андай әртүрлі форматтағы дүниелермен толып қалса. Егер мысалы 8 айда біздерде қазір қанша уже 20 мың подписчиктің үстіне, уже 21 мың ма, осы ритмді ұстанып түсіре берсек, ары қарай бұйырса осы жылда мүмкін күміс кнопкаға жетіп қалатын шығармыз деген расчет тұр менде негізі. Мен ойымша андай, білмеймін, может ол менің ойымша андай подписчик көбейген сайын как будто тезірек уже жинала береді негізі. Еще и шортсқа қазір біздің балалар кесе бастады, айтпақшы көлеңке медиа түсіріп жатқан балалар Еділ, Жанга, рахмет үлкен пацаны, барлықтарыңызға. Бізге түсіріп сеніп жатыр бізге. И оның болашаққа қарай канал сол үлкен дамып кетсе канал. Қарай соны. Ол жігіттер негізі қаншаға түсіріп бере алады бағасы? Ол жігіттер жалпы егер сіздер мысалы стендап, өз шоу бір нәрсе түсіремін деушілер болса, көлеңке медиа, Еділ Батыр дейтін жігіт, Жангалар келсет баға жағынан, уайымдамаңдар, өйтіп заряжать етпейді деп ойлаймын. Ну, смотря не түсіреді, вот, в зависимости от этого баға тоже. Нақты бір баға жоқ. Бір 300 мыңға менің ойымша, мысалы 4 бала или 5 бала. Смена ойы, иә? Иә, 300 мыңның, мысалы 5 бала келіп, мысалы общий стендап түсіреміз деп, мысалы 60 мыңнан шығарылады, например. Ал мен өзім проектімді тоже келісуге болады. Мен ойымша балалар нормально навстречу барады. 200 мыңға, может 300 мыңға соның айналасына түсіріп тастауға болады негізі. Бірақ олар балалар жақсы түсіреді негізі. Кәне камералары, бәрі четкий, звук бәрін. Ну, типа, уже олар үйреніп алды, басына стендап түсіріп білмеді де, қазір уже үйреніп алды олар. Бізді түсіріп бергеннен кейін уже білет қалай түсіру керек екен. Ол тоже. Енді сұрақ, алматинский стендапта ол желтоқсанға қатысы жоқ қой? Ол желтоқсанға мүлдем қатысы жоқ. Сол үшін желтоқсан балаларының барлығы жоқ онда. Иә, ол біздер негізі осындай көлеңке медиа, жаңағы Why Not, сол балалар, жаңағы быстрое свидание түсіріп жүрген балалар, солар ғой мен тартқам. Типа түсіп берші деп. Мен типа олар бізге стендап түсіргеннен кейін, мен де тогда түсіп берейін дедім. Бір рет қана быстрое свидание. Ну, тоже прикольно вроде получилось, поугарали, қызық болды. И вот олар ұсынады бізге. Бізде осындай аппаратура бар, бізге не бар, давайте контент жасайық. Біз стендап түсіргіміз келеді. Давай біз түсіреміз. Ертең просто андай болашаққа дейтін инвестиция ғой, қазір просто жасап алсақ, ертең потом келеді в итоге. Реклама болсын, не болсын, келу керек по-любому. Уже қазір де түсіп жатыр жаймен, но біз пока оған араласқымыз келіп жатқан жоқ. Өткен букмейкер канал, но көреміз енді бұйырғаны. И олар түсіре бастады. Қалай дедің, букмейкерге дедің ба? Иә. Олар түсіріп жатқан проекттарда? Жоқ, бізге уже, біздерді болашаққа дейтін жаңағы инвестиция, канал өскен дамыған сайын, содан кейін спонсорлар тартылады. И спонсорлар тартылғанда біздер келістік, каналды 50-ге 50 жаңағыдай пайданы бөлеміз. И қазір уже жаймен уже спонсорлар шығып жатыр деген тема. Ал егер букмейкерге спонсор болып шықса? Букмейкерге спонсор болып шықса, негізі бізде андай ұсыныс, мен лично өзім айтқым келмейді. То, что осылай кіріңіздер анау. Ал егерде ол айтылмай, жай ғана где-то в проброс, бір жерде там перебивка сияқты, или просто мысалы болса, негізі еще и нормальный сумма берсең, бәрден тамақ ішкісі келеді, қарны аш қой. Мен әңгімем қазір, вот енді неге келатырмын жаңағыдай, желтоқсан неге полный жоқ, негізі осы балалар осындай ұсыныспен түскенде, ол ұсыныс алдыңғы жылдың сәуір айында ма, әлде наурыз айларында осылай танысып қаламыз балалармен и сүйіктеміз.
И біз желтоқсан ұжымына осылай ұсынамыз. Осындай балалар бар, тегін түсіреміз дейді. Давайте түсірейік. Сосын біразы бүйтіп сенбет, артқа тартты. Зачем ертең өзіміз түсіріп, анау. Сөйтіп в итоге сол мен, Дәурен Тогесов, Дел, Дамир, Алба төртеуміз тогда өздерін қараңдар дедік. Біздер, короче, былай, біздер бастай береміз уже. Керек өйткені, уже нельзя раскручивать ету керек дальше. Сөйтіп төртеуміз түсірді де, и қазір сол төртеуміз плюс жаңағы Көлеңке медиа балаларының ұжымымен солай істеп жатыр. И қазір уже канал өскен сайын уже біздерде кішкене право выбора болып тұр уже. Өйткені уже қазір бұрында бізге отказ берген адамдар уже қазір тапсырғысы келеді мынау. Но уже біз қараймыз, таңдаймыз, типа андай дос не емес, кімде вот шынымен күлкілі біз білеміз. Кім сенді солармен бірге, кім сенген жоқ, уже сен типа енді сендер ойланасыңдар. Да, енді сендер қараңдар енді. Біз ол андай болмады, то что төртеуміз в крысу ашып алдық та біздер ұсындық. Отказ бергендер отказ берді болдық. И қазір енді көреді енді қысқасын. И сөйтіп біздер қазір достар емес, ну кім действительно жыртады, кіреді біздің ойымызша, и соларды түсіруге тырысамыз. Каналға салып, хотя бір монолог, екі монолог болсын, егер нормально болса. Но в итоге сол осы Уайноттың балалары, жаңа Көлеңке медиа, осы төртеуміз ғой негізі. Басында у истоков жаңағыдай тұрып, и қазір сол кішкене 1% болсын бізде сөз артығырақ. Өйткені басынан бастап жүріп келатырық біз деген әңгіме ғой. И мен ойымша ол справедливо емес бұл. Справедливо ғой. Менің ойымша тоже справедливо, иә. Ну, кімнің сендердің ойларынша кім, ну енді сендер ол проектқа продюсерский қарайсыңдар уже. Я уже біздер виш тартып жатырық. Кімнің материалы атады, кімнің материалы немене. То есть мен андай, например, сында басынаға жазған кезде қандай критерий бар дегенде, типа монолог өткізуге. Боқтық, анау болмаса, и техничка, бір 5-6 техничка өтесін деген секілді задачаларын айтты. И мен онымен келсем, потому что олардың территориясы, и типа олар продюсерский қарайды. Олар саған, вот сен Аманжансың ба, ну саған просительно деген жоқ. Олар как проект ретінде өздерінің балалар секілді қарайды. То есть, и мен онымен полностью келсем, чтоб жоғары кету үшін, сендер бірінші очередь, типа, мына баланың сындап атады екен, примерно анау өтеді халыққа деген позициямен қарасыңдар. Ол өте дұрыс деп ойлаймын, өте кайф деп ойлаймын. Потому что былайынан болса, шлак, мусор полный бәрі кетіп қалады да. Иә, егер біздерде каждый түсіре берсе, ол проходной двор сияқты болып қалады, бағасы кетіп қалады да. Лучше біз қараймыз да сырттай. Даже сендер спокойно как будто бы редактура жасай аласыңдар. То есть егер кім біреу қарсы болса, типа ты будешь нас редактировать десе, онда ол өзінің правасы типа шықпай қоюға. Да, ешкім сені андай қинап шық деп мен оған өте нормально қараймын по идее. Бірақ редакторға біз араласпаймыз, біз просто күлкілі бір 8-9 минут болтыңды алып келші дейміз ғой. И явно біз оны стендапқа бірінші рет шығып жатқан адамға ұсынбаймыз ғой. Примерно білесің ғой, тусовкада уже мынау бар, мынада бір материал бар, примерно. И сөйтіп, бірақ біздер монтажда біз отырып тоже кесеміз негізі. Сол жақтан біз тазартуғамыз, мынау қате ау, мынаны түсінбей қалады, мынаны қазір мына высказывание үшін оны жыртса мүмкін прямо в комментариях, поэтому бүйтіп тазартуға тырысамыз бәрі. Редактор сол жерде болады бізде в основном негізі. До емес, после выступления, когда қарайсың ғой уже экраннан, вот сол кезде уже көрінеді точно. Мынау дұрыс емес, мынау дұрыс емес. Бізді, короче, стендаперлар қарайды көбінесе. То есть КВНщиктар. Мен жақында бар болсын деген заведение білесің ғой? Бар болсын? Иә. Бұрынғы немене напитки покрепче. Болды, иә. И сол жерде қазір тағы да бір организация ашылды, қазақша стендап жасап жүрген. И мен чисто сол движениені қолдау үшін барып выступать етем. То есть заодно материалымды тексерем и ол жігіттерді қолдап кетем. Потому что чем көп, тем лучше. Қазақ стендапы. И аудиториясы да басқа, например. Лептің аудиториясының арасында? Лепті вообще білмейді, барын білмейді. Қазақша стендапты олар ойлап жүр, типа сол жерде ғана бар деген секілді. То есть даже стендаперлардың өздері сол жерге барып выступать етіп жүрген новичок стендап комиктердің өздері леп так олғай жерде деген тема ғой. И мен барған кезде көп мені таниды. То есть андай взглядтарынан байқаймын да, что-то маған бүйтіп қарап қойғандарынан. И потом уже ассалаумағалейкум деп бүйтіп танысам да, уже андай сөйлесе бастаған кезде ашылады ғой. Брат, стендап подкасттарымды көрдім, стендапымды көрдім, брат, прикольно деген секілді.
лицом чуть-чуть ойнап тұр, типа андай сондай бар ғой. Ну и приятно, но уже андай сен түсінесің да, что олар көмек алып жатыр, андай өздеріне прикольный бір ақпараттар алып жатыр да. И типа мен сенен айтарым, андай просто мысалы КВНщиктер, көп КВНщиктер, то есть даже чем знаменитее, танымалды болған сайын стендапқа шыққысы келеді, но қорқатын комиктер бар мысалға. Иә. И сол адамдар бар. И соларға бір өзіңнің бір кеңестерің болса, например, немеден қорықпай қойғу, спокойно вообще, неме спокойно шығуға болады қалай деген секілді. Үйтіп кеңес беретіндей біріншіден мен кәдімгідей өзімді тоже реально оценивать етейін, өйтіп кәдімгідей стендаптың жілігін шығарып, майын ішкен емес. Жоқ, барлығы относительно ғой. Барлығы относительно, я келісемін, тоже салыстырмалы түрде. Білем, ол негізі қиын. Сен КВНда медийный болған сайын сенен спрос көбірек болады. Тусовкада, неде де, типа, и сен қорқасың. Мен оны түсінемін, іштей сен қорқасың. Сен өз авторитетіңді. Сен, потому что сен кезінде залдарды, командалық ойында да бірақ жыртып жүрдің деген сияқты. И сені білет солай, и сен қазір танымайтын адамдардың көзінше. Короче, өзіңнің репутацияңды бүйтіп казинодағыдай бүйтіп қоясың ғой, короче, ставка көрейік. All in деп. Иә. Біздер ұлттық құрама болып ойнап жүргенде мен өзімді позиционировать еттім больше как автор. Игрок емес, автор. Бір 60% автор болса, 40% игрок. Керек жерде домашкада ойнап, өзінікін тығып алып деген сияқты. Бірақ өйтіп таласпайтын едім мен рөлге. Потому что мен объективно білдім, лучше Бека ойнасын. Мен мысалы шуткызам, сен ойна. Нурик, давай сен нормально деген сияқты. И маған сол оңайырақ болды стендапқа шығу, өйткені мен как третий игрок, и типа менен особо ожидать етпейді. Жыртып тастады, да ну нафиг, жыртып қояды екен дейді. Кірмей алса, да, что вы хотели деген әңгіме ғой. И из этого жеңіл. А кім фронтмен болды, кәдімгі жыртып жүрт, КВН жайдарманда, оларға қиын психологически тұрғыда менің ойымша. А сен вдруг кірмей аласың. А вероятность, то, что сен кірмей қалуың, ол үлкен вероятность, өйткені стендап ол КВН емес, точно. Ондай там далада жүрген тауықтар деген ойдан шық. Мысалы КВНге адам соған настраиваться етіп келеді ғой, КВН қараймын деп. А стендапта шындық. А сен шындық бірден айта алмайсың. Өйткені ол потом келеді. Сенде КВНовский миың заточен. И соларға білмеймін не айтатыным, стендапқа шығасыңдар ма, шықпайсың, өз еріктерің. Бірақ бұйырғаны болады в итоге. Ренжімесең. Мен, короче, мынандай нәрсені түсіндім. Типа КВНда фантазия көп қой. Сен шутканы андай фантазировать етесің. И көздерімізге елестетейік деген. Иә, КВНщиктердің стендапқа келген кезде типа андай ғой. Көрінет фальш. Жоқ, заходты уже фантазиядан бастап кетеді. Но егер заходты дұрыс бастап, потом ана заход, то есть бір тақырып алады ғой, и сол тақырыпта дұрысын айтып, дұрыс тақырыпты, потом барып соған өзінің мнениясын фантазировать етсе, ол ары қарай менің ойымша деп өз позицияңды, сөйтіп фундамент сенде шындықтан болу керек по-любому. Фундамент кейбіреуінде өтірік басталады да, и полный уже қаңқа жаңағыдай құрылыс вообще дұрыс емес. Сен біліп тұрасың өтірік екенін, залда біліп тұратын өтірік қой. Типа андай примерлар алдында тоже бір аты есімде жоқ, бірақ бір стендап комик кейін жаңадан бастап келе жатқан көрініп тұр да. И айтады осылай, мен что-то көшеде келе жатырмын, столбаға басым соғып алдым, столбамен ерегесіп, короче, сондай тема. Столбы маған айтты, сен не, малсың ба? Ну уже білесің, ол өтірік қой дейсің ғой, сен өзің сенбей жатсың, әңгіме өтірік қой, столбымен ерегесіп, столбы маған далбансың ба деп. Но ол бір жағынан мен андай адам, мен біреуге ақыл айтқым келмейді. Саған өзге ақыл сұраса? Иә, сол кезде мен айтам, атак өзім бүйтіп көрсетіп, өзімді сенікі мынау дұрыс емес қой деп. Бергеш, сен мына жерін айттың ғой, вот сол жер вообще дұрыс емес менің ойымша деп отырмаймын. Өйткені маған да кезінде, мен кішкене эгоист адаммын негізі. Маған да типа ешкім үйретпеді, секреттердің барлығын. И то мен 100% білмеймін ғой, қазіргі мен білетін нәрсемді маған ешкім үйретпеді. Мен осылай таяқ жеп, осылай выступать етіп, дофига өзім үйренемін. И мен ойымша әр адам, мен қазір андай ешқандай мен правам жоқ, шығыңдар, қорықпаңдар, бәрі болады деп мотивация. Шындыққа қарай тура өмір бәрін үйретеді, практика үйретеді. Шығасыңдар ма, шықпайсыңдар ма, өз еріктеріңе қарай. Стендапта бар ғой, бір прикол бар сондай. Сен даже совет айтсаң да, қабылдамайды. Жоқ, қабылдағанның өзінде түсінбейді ғой. И ана опытпен бәрібір келеді, короче.
бірақ сен сол моментте айтқан кезде ол миына жетпейді, короче, қалай деген ол, например, 2-3 жылдан кейін, и то ол, андай комиктер бар, мысалы, стендаппен мен 6 жыл айналысып жүрмін дейді де, бірақ айына 1 рет шығады, мысалы. Ол да саналмайды, мысалы. Можно 1 жылда, лучше сен 1 жылда 365 күн бар ма, хотя бы соның где-то көп болған 300 рет шықсан, сен жаңағы 6 жыл жүрген адамнан уже сені двойне кетесің. Хотя бы ана бір этаптан өтіп ол керек қой. Мен, короче, болды тоже аптасына 5 рет шыққан кездерім болды. Андай вторник, среда, четверг, пятница болды. Вообще не болып жатыр. Күнде. И, короче, среда барамда шығам, мысалға. Ай, арам, нет. Болды, мен стендаппен, короче, мен алысқа барам деп. Андай үйіммен мен арасы 3 километр болатын. 2 километр солай. И жаяу айтам. Эйфориямен жолда ойланып, новый шутка ойланып бар ғой, андай. Келесі күні барамда өтте қатты шірейм. Мен вообще стендаппен айналыспай қоям ғой деп қайтам, короче. Жолда андай ұзақ қой, 2 километр бой. Айналыспай қоям, вообще ят болды деп сөйтіп қайтам. 3-ші күні барамда тағы да шірейм. 4-ші күні барамда қатты айырамда, по идее стендап менікі. Андай қатты эмоциональный качеляда жүресің да. А қазір уже андай уровень, что сен білесің, то есть күлдірте алмай қалсаң, ну вот сондай күн болып қалды. То есть неправильно что-то подал деген секілді. Уже андай качеля жоқ эмоциональный. То есть сен уже трезво оценить етесің. Айырсан, болды, мен стендаптың королімін деген жоқ. Сегодня было круто дейсің да. Бүйтіп заведение шығып кеткеннен ұмытып кетесің уже выступать еткенді бүгін. Сондай мелочтар, но бәрі рөл ойнайды қатты. Менің өз теориям бар тоже. Өз-өзіме жаңағыдай. 50% менің ойымша подачадан өте қатты зависеть етеді подача. Мен өз подачамда осы 3,5 жылда қазір ғана мен өзімді как будто вот маған удобно осылай. Мен энергично да көрдім. И монотонно да көрдім бұрындары. Бәрін 5 рет аптасында выступать еткенде мен тексере беретін едім әртүрлі нәрселерді. Қызық қой эксперимент. И в итоге қазір вот соңғы шығып жатқан Алматы стендапта мен үшін вот маған осылай уже удобно. Может кішкене жас келгеннен кейін уже андай не энергия құртқым келмейді. Когда надо, ойнататын жерде ойнатасың. А 100% ойнатып жүрген тоже қате, тез сөйлеген тоже қате, сен жеткізу керексің. Нақты пауза ұстап, кейбір жерлерде тік деп тұрып қалып, чтобы адамдарға ойлану. Осының бәрі қайтадан жаңағы тәжірибемен келеді. И то, может, мен қазіргі әңгімемде ертең мысалы әлі айналыссам стендаппен бәлкім да, кім біледі ертең. 3 жылдан кейін, может, мына әңгімемді мен өзім қаям жеген әңгіме екен деп ойлап қалуым әбден ықтималдылығы жоғары. Бірақ қазір маған пока өзіме типа доволенмін осындай подачамен. Өйткені біраз материалдарды иногда бывает өзім, по идее, несправедливо ол бір жағынан. Бар текстовой юмор жазатындар бар, а мен подачамен иногда чуть давить етіп, шутка емес жерін, ну, полу шутканы как нормальный шутка сияқты кетіп қалады ол адамдардың көзінше. И бір жағынан мен ұялам андай кәдімгідей еңбектенетін, кәдімгі текстовой шутка жазатын пахерлардан ол ұялам. Олар мысалы не тоже бір жағынан. Но с одной стороны енді оған да деп ойлаймын енді кеше ғана жетпеген ол, наверное, сол жаңа КВН 7 жыл бәрі влиять етеді жаңа. Сол бәрі формирование жаңағыдай сол құралуға соған бір септігі тиді по-любому. Съемканың көптігі де әсер етеді екен, потому что сыртынан өзіңе қарайсың ғой. Мен, например, мынандай мен столкнулся, бірінші эфирім бар, немедегі Кастнапқа тапсырған, екінші эфирім бар. Үшіншісінде қарайым, и анандай түрім, короче, мен қобалжығанда сахнаға шығып, түрім безэмоциональный осылай. Шутканы осылай подавать етемін. Потом уже соңғы үшіншісінде уже анандай осылай түрім дейді ойнатып кішкене андай. Оған дейін мен түрім осындай болып тұратын байқаған жоқ. То есть мен камераға түсірмеген ғой. Аудиозапись қоя саласың, жазасың. Түрін безэмоциональный осылай выступать етесің да. А потом уже мен неге мынандай түрімді андай цемент қылып алғам дедім да, короче, қат қағам дедім да. Уже келесі жол андай заигрывать етіп шығам да, бірдеңе. Ну как ты өзің уже обычно. Свободно стоим, камераға да попытался, 15% получилось последний эфирда. Вот ең басты жұмыс, мен қазір сол жағынан жұмыс істеп жатырмын. И бұрындары мен, например, ютубтан передавать ете алмай жүрдім. Потому что маған айтады, вживую сен
біраз адамдар живой сен күлкілірек, бірақ через YouTube что-то берілмей жатыр. И вот сол жағынан жұмыс істеп, потом понял жаңағыдай, подача свободно, пофиг, вообще просто камера болғанда сен, ойыңда камера тұрғаннан кейін сен кішкене андай басқаша қысыла, сен білесің то, что түсіріп жатыр анау. Просто қазір мен ол ойдың бәрін уже алып тастаймын да. Пофиг, короче, бәрібір. Қалай болады, солай болды, кайфовать етейінші. Бәрі де кайфовать етсін, мен кайфовать ету үшін шығып жатырмын. Андай түсіріп, ойбай қалай болады екен, кайфовать ет. И қазір сол режим маған қатты көмектеседі. Кайфовать етіп шығамын, өзім кайфую, өзім материалымнан. И ол уже беріліп жатыр, қазір мен сезіліп жатырмын, уже қазір соңғы алматинский артық қойдым. Уже лучше, чем бұрынғысынан, уже через камеру беріліп жатыр. Ал сен вот стендап комиктер, допустим, шығады ғой, сен алдындағы, сен олардың выступленияларын қарайсың ба? Қарамауға тырысам, өйткені ол андай жағынан емес, типа біреу жыртып сағат сынып қаласын. Нет, просто мен одан шығып ол уақытты былай ойладым, бұрындар қарайтын едім де, мен одан шығып ол уақытты өзім материалымды, может қазір что-то бір нәрсе қосылып қалады, может қазір что-то новый, может актуал что-то тығып жіберемін, вот сол уақытты соған жұмсауға тырысамын. Бірақ енді андай комиктер бар, который мен мысалы біраз, мысалы Дел мысалы выступать етті, біраздан кейін келіп выступать еткенде явно ода новый бір прикольный нәрсе болады уже өзіңе, как зритель ретінде. Сразу оны қараймын мен мысалы и доволен боламын, мысалы қарайтын комиктер бар. А так қарамауға тырысам. Лучше мен чай ішемін там, кішкене кайфовать етіп жүремін, короче. Бүйтіп там, потом аман жағында шығып қалады, что там. Вот, ал мен байқағаным, короче, мен когда басқа комиктерді бүйтіп қарап отырамын ғой, эмоционально мен олардың атмосферасына кіріп кетемін. Егер ол қатты айырып жатса, бүйтіп мәз болып отырамын да, ал егер күлдір толмай жатса, ана шкурасына кіріп кетемін да, короче, комиктің, түсіндің ба? И сол подавленный ғой уже, түсініп тұрсың ғой, сахнадағы комиктің уже все, настроениесі подавленный, сол подавленный настроение мен де шығып кетемін ғой. А потом мен түсіндім, маған надо абстрагироваться деп, короче. И мен вообще стараюсь залда не отыр, вообще чухать етпеуге. Потом мен уақытым келеді ғой. Сахнада не болған білмеймін ғой, мен алмайын. Спокойно шығам да, өзімнің атмосферамды пихать етемін, короче. Еще андай движение ұнайды маған, мысалы, желтоқсанда мысалы сен кіріп, бүйтіп гримерка арқылы примерно адамдарды көресің. Но мен ерте келуге тырысам да, чтобы адамдардың санын көрмеуге. Потом гримеркада отырамын, там сотка шыққым, шай ішемін, тамақ ішемін, сұраймын, что там зал жиналды, зал полный дейді, зал кайф болып тұр. И әдейі қарамаймын, чтоб сыртынан, я хочу андай он сезгім келеді, шығып алып бай, қарап сразу сол жерде. Сондай кайфым мен, сондай бірден бар фетишім. Мысалы бір жерге сыртқа шыққанда, мысалы басқа выходпен шығамын, залды көрмес үшін. Я хочу сразу шығып, бүйтіп көргім келіп жатыр, короче. Былай. Все, кайф деп. Сол жерден сезгім келеді. А то бір сырттан зал полный, қайсы қарап қайтайыншы дейсің, и сен уже андай как будто 100%-ға сезе алмай қаласың, по идее, жаңа стендаппен айналысатындар уже түсінетін шығар. Менде сондай бір кайф бар. Менде еще андай не шығар. Мен шыққанда бірден, мысалы, не істемеуге тырысам. Бірден шутка айтуға, мысалы, если сенің алдында біреу жыртып тастаса, грубо, мысалы, Дәурен Тогисовтан кейін шықсам, например, ол явно жыртып өтеді, ана жақты қопарып, өртеп, бытшын шығарып, кәдімгідей полный уничтожать етіп тастайтын кездері бар оның. И содан кейін шыққанда бірден шутка бастамау керек вообще. Дәкеңе бір қошемет деп аламын мен. Молодец, дәке, осындай ағаларымыз аман болсын деп уже. Өйстіп уже күле бастайды. Хорош та дәкең, лучше ғой. Бізде кукуруза охранить етіп жүрген жоқ, біз тоже деп, еще өз волнама жаймен алып келем. Бәрін көздеріне бейт бір қарап алам, көзге, когда сен прямой қарайсың, бір взгляд отводить или до конца. Уже адам сен уже как психологически сен уже как выше сен, анай, сенсің на жерде, олар емес сенсің, они на тебя пришли, сен емес оларға, типа, сондай психологиямен бит көзге қарап күліп. Мен сенен соны қатты байқаймын, өте андай қатты топ жұмыс істейсің. Уже сен, короче, мен сені бұрындағы таныған Аманжаннан, сен ана, как будто ана біреу, ты понял игру деген секілді. Я примерно қазір мен как будто түсініп отырмын уже примерно. Мен сені байқаймын. Мен де ол жағынан сенен сабақ алған, енді қарап жүрсің де, подсознательно бәрі так басына шығып, надо вот это өзінің атмосфераны кіргізу деген теманы, вот мен саған қарап, о теманы мен алдым өзіме. Көмектесіп жатыр ма? Мен уже андай сенен кейін мысалға шығуға қорықпаймын. Бұрында мен андай болдым, Аманжаннан кейін болып қалмаса, андай бір разъеб комиксің алдында тұрса, мен уже андай жана бастайтын, короче. А қазір мен андай өзіме вызов ретінде қабылдаймын да, уже сенің темаңды қолданамын, так шығамын да қазір. Бір-екі тема айтамын да, шуткадан бастамаймын, бір-екі тема айтамын да, өзім волнама кіргіземін. Уже бір-екі смех естеймін ба, можно деген, сбелігі, значит, деген секілді, короче, менде установка бар.
сен өзіңді түсіндіріп алу керексің ғой, короче, қандай екенін. иә Через манеру, через взгляд, күлкі, шутка, импровизация, и когда они түсінеді, сен осындай еблан екенсің ғой дейді, короче, все, давай, енді біз сені тыңдаймыз. И сен уже сезесің, все, кеттік дейсің ғой. короче мынау алдында кітап сатып алған ғой немеден букинистқа барып, закон Мерфи деген. Типа, если что-то плохое может произойти, оно непременно произойдет. То есть Қалай сонда? сенмен бір жамандық болып қалатын болса, Ол обязательно болады, по-любому болады. Сен одан қашып құтыла алмайсың. Иә, қашып құтыла алмайсың, поэтому переживать вообще керегі жоқ. Болатын нәрсемен не үшін переживать етесің деген тема. И ішінде өте прикольный нәрселер көп. Жай столға жатыр просто. Ешқандай қатысы жоқ. Қалай жалпы бұл подкаст бүгіндікке қызық болды деп ойлайсың ба? Прикольно болды деп ойлаймын. Бір іліп алар әңгіме айттық па, біреуге пайдасы тиетіндей, может бір. Сен айтқан өміріңнің өзі пайдалы ғой. Қалай фік етіп, Сұламай. Келгеніне рахмет Арагу Гомтадан. Бұйырса Оралға ұшып бара жатсың. Бұйырса. 2 апта стендаппен ештеңемен айналыспайсың, чисто демаласың. Мен сол үшін бара тұрмын, маған. Корпоратқа шығып жинаған ақшам бәріне, блядь. Жоқ, өйтіп тоже ойлап қалмаңдар, мен как будто корпораттан байып кетіп жатыр. Ол кейде болады, кейде болмайды. Осы жаңа жылдың қарсаңында ғой, басынан адамдар. Миллион сен үшін ақша емес қой. Бұйырсын бәріне сондай. Бұйырсын негізі. Үлкен рахмет. Сізге рахмет. Бүгін бізде қонақта болған белгілі стендап актер, стендап комик Аманжан Махметов. Және де Тілеген Еркінбеков, өте қатты топ подкаст, жазылыңыздар. Бұйырса мынаған ставка где-то бір 900 просмотр или 1000 аламыз ау. 1000 болады. 1000 болатын шығар. Ставка қояйық, давай 1000. 1000 или 1500 бола ма? И максималды қанша болды сенде қазір канал? 1300 болып тұр. 1300. Давайте 1301 қылайықшы мынаны, чтобы именно 1300 кімде? Аралас Данияр. 1301 болды, жетеді сол. 1301 или 1300 қыламыздар оны, или 1500. 1400, потому что олар ана сен көсе бастаған сайын олардікі де ақын көтерілуі мүмкін ғой. Просмотр кетуі мүмкін ғой. Қалтамда 570 просмотр болды, сөйтіп. Кешіріңіздер. Закон Мерфидің бір немесін оқып бітірейін, не істеймін? Біз әртүрлі бітіреміз ғой? Әртүрлі бітіресіңдер ма? Давай бір прикольный бір нәрсе бітірейік. Давай, андай болады ғой тема. Киноларда мысалы, мен саған айтам, осындай сан, кітаптың беті осындай номер, и жоғарғы жақтан осындай сан, и примерно ол андай болашақ или сенің өміріңе қатысты бір нәрсе болады деген. Давай сондай ойынны бітірейік. 79-шы бет. Так. 79-шы бет. Аха. Жоғардан санағанда 7-ші қатарда тұрған сөйлемнен басташ. Мына бетінен. 79-дан. 79. Иә. Так, тақырыпты қосайын ба, қатарға қоспай қойайын ба? Өзің қара, бірінші оқу алда и примерно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7-ші. Закон Бромберга о ремонте автомобиля. Как бы пустячен ни был ремонт, все равно в конце вы будете измазаны солидолом и машинным маслом. Көлік алғың келіп жүр ма сен негізі подсознательно? Мен иә. Қандай көлік болса да бәрібір ол сынады дейді. Типа мынандай ғой, қандай негізінде қандай, ну как будто бы трактовать етсең, қандай іспен айналысып болсаң да бәрібір сен иә ол қалай бәрібір еңбектену керек по-любому. Ол сырты әдемі болғанмен не сияқты мысалы инстаграмдағына блогерлардың өмірі сияқты ол сырттан әдемі болып көрінеді. Опыттың әңгімесі секілді менің ойымша. Типа сен чуть-чуть бірдеңе бүйтіп істесең да сен одан по-любому опыт аласың деген секілді, как будто қабылдауға болады солайынан. Жақсы ма? Өте жақсы. Вот осындай түйін онда бүгіндікке. Сағат қазір нешеде бастадық? Сағат 4. Біз андай не о чем жерден бітіре салатын әдетіміз бар ғой. Түнгі 4:20. Давай сен ойнап көресің и бітіреміз сонымен. Резко бітіп қалсын.